өмір кең ой аңсап туып ай. Қош бол деп айттың, тағы да бірдеңе дедің. Апай, осы ғалымдардың халықпен қарым-қатынасы қандай болу керек негізі? Көпшілікпен байланыс жасауға өз-өзін жарнамалау керек па, әлде өзін бұрынғыдай тек ғылыммен ғана айналысып, жасырын ұстау керек па өзін қазіргі заманда? Өйткені бұрын сіздердің ұстаздарыңыз Рабиға, сіздің апайлардың кезінде ол кезде үкіметтің өзі ғалымдарды дәріптеп сөйтіп отырды ғой, әр нәрсенің өз орнымен болып отырды. Жаңа ғылыми атақтардың бәрінің бұқар ақпарат құралдарына шығу бәрі соның өзінің жаңа протоколдар деген сияқты болды ғой, бізге айтпаса да. Қазір енді ондай ештеңе жоқ, әркім шығып жатыр. Сосын жалпы өзі туралы айтпаса, ешкім біреу туралы айтпайтын болып қалды бір жағы. Сосын мұны сұрағандағы негізі ойым, қаншама ғалымдар жақсы мықты жаңалықтарды ашып тастады, бәрі бар, көп сұрақтың жауабы бар негізі. Бірақ мына жақта сұрақ көп қойылады. Өйткені ол бір кітаптардың ішінде жатыр, аз тиражбен шыққан. Осы жағынан келген кезде қазіргі уақыттағы ғалымдардың халықпен қарым-қатынасы қандай болған дұрыс? Енді өте дұрыс айтып отырсың. Шынында керек, қазір қоғамда мынау ғылымға деген көзқарас, білімге деген көзқарас, кішкене ұстаным өзгеріңкіреген. Бұрындары тілдің дамуы әсіресе ерекше алаңдатады. Қазір қате қолданыстар өте көбейіп кетті. Ол өте дұрыс айтып отырсың. Жазылмай жатыр емес, жазылып жатыр, айтылмай емес, айтылып жатыр. Бірақ қазір шыны керек мүмкіндік көп. Бұрын жаңағы енді ұлттық арналардан кейде бір некен саяқ, бір арнайы бағдарламалар арқылы хабарларда түсіп қалғаны болмаса, көпшілікке шығу мүмкін емес еді. Ал қазір шыны керек, егер осы бір тақырыпты зерттедім, осы тақырып бойынша айтатын сөздерім бар дейтін болса, ол өзі жаңағыдай осындай каналдар арқылы немесе жаңа өзі жеке арна ашып өзі сұхбат бере алады ғой. Сондықтан қазіргі кезде біз үкімет дұрыс көңіл бөлмей жатыр, ана жақтан жағдай болмай жатыр, мына жақтан болмай жатыр демей, ғалымдар, зерттеушілер өздері ұмтылу керек сияқты. Бұл орайда айтатыным, мысалы Ахмет Байтұрсын замандарында, Міржақыптардың, Жүсіпбектердің заманында олар алаш ардақтылары бәрін істеді ғой. Ол кезде үкімет билік басында мысалы Голощекин отырды, ар жақта Сталин отырды Мәскеуде. Оларға сендер қазақ тілінің проблемаларын көтеріңдер, ұлттың жанашыры болыңдар, ұлттың мүддесін көздеңдер деп ешкім айтқан жоқ. Бірақ олар өздері солай шешім қабылдады. Өздері шешім қабылдап Қазақ газетін шығарды, басқа да бүкіл 20-шы ғасырдың басы, әсіресе петициядан кейінгі Құзырхаттан кейін 1905, сол 1930, 25 жыл, бір ғасыр, ширек ғасыр ғой енді, бір ғасырдың 1/4 бөлігі. Сол кезеңнің өзінде қанша нәрсе тындырып кетті. Осы кезеңді қазақ ғылымының алтын ғасыр деп атауға болады. Тек қана қазақ тілінің емес, әдебиетінің емес, тұтастай қазақ ғылымының алтын ғасыры. Бұл жерде біздің ғалымдарымыз аудармамен де айналысты, ғылыммен де айналысты, біліммен, оқулық жазу, бәрімен де айналысты. Ол кезде дәл қазірге дейін мүмкіндік болған жоқ қой. Қазір енді телефонмен де түсіруге де мүмкіндігіміз бар, әлдеқайда мүмкіндік көп та, мысалы елге таратуға. Сондықтан осы жағынан келгенде қазіргі ғалымдар бірнеше есе белсенді болу керек деп ойлаймын. Сіз енді біршама халыққа жақынсыз, шақырған жерлерге барып сөйлейсіз, ондай ұстанымыңыз бар екенін білем. Мысалға мына қалып отыр жатыр тұр дегендерге қатысты сұрақтар мысалы әлеуметтік желіде бірнеше рет қойылды, неге бұлай деп айтады. Сосын бұны қазір бейсаналы түрде ме екенін адамдар қысқартып, мысалға уден қойғаннан кейін бәрінің орнына соны қолданып осы жаққа сөйтіп сондай бір тәжірибелер жүріп жатыр. Мысалға оның бәрі анадан қайсысы қай жерде қолданатынын ажыратып жатудан қашқаннан болған нәрсе ғой. Бірақ енді осы отыр қай жерде, тұр қай жерде, жатыр қай жерде қолданылатын, жүр қай жерде қолданылатыны мысалға бұрынғы ғалымдар нақтылап көрсетіп кеткен екен. Оны бірнеше жаңа толықтырған екен. Осы нәрсені методикаға неге салынбаған, мысалға оп-оңай ережесін көрсетіп қоятын, неге шықпайды, ол неге әлеуметтік желілерде жүрмейді, мысалға қазір орта жолдан келіп қосылып жатқан осы қазақ тілінің мәселесін шешем деп жүрген кісілер көп. Мысалға осы төңіректе сұрақ қойып жүрген адамдар бар. Олар бірақ бұндай нәрсе бар екенін білмейді. Осыған қарап отырып, неге мына жақта сұрақ көп, неге мына жақта жауап көп деген менде осындай бір сұрақ пайда болды. Бұл енді бір жағында ой тастау ретінде мүмкін бұның қазір жауабын таба қою да қиын шығар.
алдағы уақытта осы сұхбатымыздың барысында бір ой айтам ғой деп отырмын, бірақ қазір ертерек деп кішкене айтуға. Енді апай, халықпен қарым қатынасын айттық, енді билікпен қарым қатынас қандай болу керек? Үкімет, бұрынғы тілмен айтқанда үкімет деп сөйлеседі ғой. Үкімет адамдармен қарым қатынас қандай болған дұрыс ғалымдар? Өйткені сіздер бастаған кезде басқа заман еді да, қазір заман өзгеріп кетті ғой. Жаңағы халықпен байланысатын да жағы өзгеріп кетті, бұрынғыдай жүре берсе болмай қалды. Сол сияқты үкімет адамдары да өзгерді мысалға. Әртүрлі сипаттағы адамдарды көреміз мысалға. Біреулер сол жаққа жақын болғысы келеді, біреулер мүлде жолағысы келмейді. Қалай ойлайсыз осының? Енді шынымды айтайын, мен үкімет адамдары, билік басындағылар дегенде Байтұрсындардың ұстанымдары ұнайды. Билік бүгін бар, ертең өзгереді, күнде өзгеріп жатқан заман. Сондықтан әр ғалым, әр зерттеуші өзінің позициясына нық болу керек, өзінің айқын принциптері болу керек. Сол принциптен қандай жағдай болғанда да тайқымау керек. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек. Сонда ғана оның арының алдында тазалық сақталатын сияқты. Сосын отыр жатыр жүрге байланысты өте дұрыс айтып отырсыз. Бұл 19 ғасырдың өзінде Милоранскийдің өзі айтады, қазақ тілінде отыр, тұр, жатыр, жүр деген етістіктер бар, бірақ олар әрдайым тура мағынасына қолданыла бермейді. Мысалы, біле тұра айтпады дегенде, ол жерде тұр деген етістіктің тура мағынасында жоқ деп. Қазір кейбір қазақ тілін үйренуге ерінетін немесе қазақ тілін түсінбейтін кейбір енді көп кейбір адамдар қазақ тілін үйрену өте қиын, қазақ тілі өте үйренуге ауыр, себебі барлық жерде жатыр деп айтады, келатыр деп айтады, баратыр деп айтады, жүріп келе жатқан адам қайтып жатады, барлық ол тіпті қазақтар соншалық жұмысты да жұмыс жасап жатырмын деп айтады, жұмысты да жатып алып істейді, бұл қазақтың жалқаулығын көрсетеді деген сияқты бір теріс пікірлер айтады. Шын мәніне келгенде олай емес. Мысалы 1949 жылы Қордабаев диссертация қорғады, кейін 53 жылы ол монография болып шықты. Сонда қазір қазақ тіліндегі шақ категориясын түбегейлі зерттеген. Сонда осы отыр, тұр, жатыр, жүр етістіктерін керемет қылып нақ-нақ айтып кеткен. Ол оның алдында Байтұрсыновта да бар, Қошке Кемеңгерұлында да бар, Телжан Шонановта да бар. Сонда басын керемет қылып ашып кеткен. Сонда Қордабаев айтады, жатыр, жүр етістіктері жалпы осы жақ дейді, отыр, тұр етістіктері нақ осы жақ дейді. Осы жақтың өзін 4 етістікке байланысты екіге бөледі. Сонда отыр, тұр дегенді, мысалы, мен сабақ оқып отырмын деп айтқан кезде, ол адам міндетті түрде отыр, статикалық қалпы отыру. Ол мен сабақ айтып тұрмын десе, ол шындығын статикалық қалпы тұру. Бірақ мен университетте оқып жүрмін десе, ол жүрген жоқ қой. Тура сол кезде ол оқып жүрмін деп айтқанмен, ол сол кезде ұйықтап жатуы да мүмкін, кино қарап жатуы да мүмкін, қыдырып жүруі де мүмкін. Сонда немесе мен 2-ші курста оқып жүрмін, 2-ші курста оқып жатырмын. Сонда жатыр, жүр етістіктерінің қолданысы отыр, тұрға қарағанда кішкене жалпылау. Ол кішкене көбірек қимылдың созылыңқылығын білдіреді. Бірақ отыр, тұр тек қана қақшиған қалыпты білдіреді деп айтуға келмейді. Мысалы, орыстар айтады ғой, я живу в Алматы, я живу в Атырау деп. Живу дегенде біз қазақ тіліне аударғанда мен өмір сүремін деп айтпаймыз. Мен Алматыда тұрамын, мен Атырауда тұрамын. Яғни бұл жерде тұр етістігі, ол сол жерде қақшиып тұрған жоқ қой, ол ұйықтайды, жатады, жүреді дегендей. Сонда бұл етістіктердің қосымша тағы да мағыналы реттері бар да. Яғни қимылдың созылыңқылығын білдіретін. Әрине бұлар осы жақты білдіреді, бірақ кейде дәл сол кездегі қалпын білдірмейді, қимылдың созылыңқылығын білдіретін сәттері де бар да. Сондықтан осындай нәрселерді енді ғалымдар тарапынан бұл нәрсе айтылды, айтылмақ түгіл тіпті диссертация көлемінде зерттелді. Бірақ бізде грамматикада, қазақ грамматикасында әсіресе басында ашып айтатын, әлде нақтылайтын тұстар өте көп. Мысалы, осы шаққа байланысты біздер жедел өткен шақ деп айтамыз, иә? Әдетте жедел орындалған нәрсе, мысалы, бірдеңе түсіп қалды, құлап кетті десе, түсіп кетті, онда қимыл әрекет жедел. Бірақ біз жедел өткен шақ деп ДД-ге аяқталған, ДД жұрнағымен жасалғандай, мысалы, мен келдім, иә? Ол мен асықпай келдім, мен отырдым, ол тез-тез орындалған әрекет емес қой. Мен отырдым, мен жүрдім, мен тұрдым. Немесе біз айтамыз, Ахмет Байтұрсын 1895 жылдан бастап оқытушылық қызметпен айналысты, осындай кітаптар жазды дегендей. Сонда айналысты, жазды дегенде ДД-мен тұр. Бірақ ол жедел орындалған нәрсені көрсетіп тұрған жоқ қой. Сондықтан бұл жерде Қошке Кемеңгерұлы айтады, не вполне законченное действие дейді. Қимылдың аяқталмаған білдіреді. Мысалы, мен отырдым десе, ол отырып алып қайтадан басқа нәрсеге көшіп кеткен жоқ, ол әлі отыр, әлі іс-әрекет аяқталған жоқ. Мен жаттым, ол ұйықтады, ол әлі ұйықтап жатыр. Сонда осы жағынан келгенде
мысалы кім Қордабаев өзінің диссертациясында айғақты айғақсыз өткен шақ немесе сенімді сенімсіз келер шақ деп бөлетіндер бар. Ғылымда бұның барлығы айтылды, ғылымда бұның барлығы жазылды. Бірақ біздің енді бағдарға алатын нәрсеміз қазақ грамматикасы ғой, академиялық қазақ грамматикасы. Онда сол жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ түрінде жүр. Ол толықтырылмай тұр ғой сонда, иә? Иә, жаңартылып ғылымдағы ғалымдардың жақсы жаңалықтарын біздер енгізуіміз керек қой. Егер академиялық грамматикаға енетін болса, ол оқулыққа кірер еді. Мысалы Қордабаевтың кітабында тұр екен деп, оны оқулыққа кіргізе алмайды. Ол жеке адамның, жеке ғалымның пікірі. Академиялық грамматикаға кім кіргізу құқығы бар? Қазір академиялық грамматиканы тіл білім министрі шығарып отыр. Ахмет Байтұрсынов тіл білім министрі. Ол және жылда шыға бермейді. Мысалы 1967 жылы шықты, екі кітап болып, енді 2002 жылы шықты. Үлкен кітап болып шықты. Сонда осы жерде ғалымдардың нақты тұрақтанған бір келісімге келген пікірлер болу керек та. Бірақ бізде шыны керек осыған кішкене мән берілмейді. Ғылымда жаңалық ашылып жатыр, айтылып жатыр, нүктесі қойылып жатыр, бірақ кейбір тұстарда келгенде, сосын біздің тағы да бір үлкен кемшілігіміз, біздер кейде мен ойлаймын осы баяғы сол сүйегі қурап шығып кеткен муляж жатқан Лениннің қағидаларын, ұстанымдарынан, Сталиннің ұстанымдарынан ажырай алмай жүрген сияқтымыз да. Себебі сол Лениннің кезінде, Сталиннің кезіндегі қағидалар әлі күнге дейін қақшиып тұр. Ал біздің Ахмет Байтұрсын бастаған Әлихандар, Әлихан Бөкейхан, Қошке Кемеңгерұлы сияқты алаш зиялыларының еңбектері қазіргі кезде әлі толыққанды ғылыми айналымға оған қазір апай келеміз, мен сізден сұрайын деп отырмын оны. Жаңағы отыр деген кезде тағы бір сөз есіме түсіп кетті. Бір досым бар, Бауыржан Мұханов деген жігіт, сол айтады, жаңағы қазір пәленшемен құда болып отырмыз дейді ғой. Пәленше түгеншемен құда болып отыр дейді. Осы жерде құда болды, құда деп айтпай, құда болып отыр деп айтуының мәні бар ғой дейді. Мысалға мәселен Құдай сақтасын, біреулер мысалы ажырасып кеткеннен кейін кезінде жекжат болып отырған кезімізде деп сөйлейді. Мысалы мен бала кезімізде естіп өскенмін, соны қарасаңыз бітіп қалуы мүмкін, бірақ бітпей ақ қойса екен деген сияқты бір немеке жаңағы ар жағындағы ниетке байланысты. Енді бұрыннан ежелден құдай емес олар. Және де дәл қазір құда болып отыр ғой. Сол жаңағы отыр дегеннің осындай бір терең отыр тұрып жүрдің. Сөйлемге қарай, стильге қарай бізде етістіктер әртүрлі мәнге ие бола береді. Ол өте кең ғой несі ар жағындағы. Тура сол жігіт бұрын бір не байқаған, жаңағы бір нәрсені бер деген кезде, мысалы қаламды бер деген кезде нақты қай қалам екенін айтып тұрған белгілі болады. Ал қалам бер десе әйтеуір бір қалам сұрап тұр деген, бұл жаңағы ағылшынның мен з-сы ғой деп маған бір айтқаны бар ғой. Соны кейін қарасам, Мамановта екен, сіздің кітабыңызда когнитивтік лингвистикада келтіріпсіз соны, ана кісінің сөзін. Сонда жаңағы қайсысы екені белгілі болса қосылады, белгісіз болмаса қосылады, қосылмайды. Анықтық кетеді. Осыны енді біздің методика қазақ тілін үйрету оқулықта бәрінде болғаны дұрыс қой негізінде. Әрине. Өйткені оп-оңай түсінеді ғой, сонда ол ағылшын тілінде бәрі оңайластырып тастаған. Бізде кейбір нәрселерде адамдар өздері сұрақты іздеп жүреді. Енді екінші сұрағыма түспей қалдық. Әлде неттік пе? Осымен қайырғанымыз дұрыс па? Жаңа өкіметпен қарым-қатынас дегенде? Өкіметпен қарым-қатынас дегенде сол менің ұстанымым, өз басым, жаңағы сөзім басымда айтып кеттім ғой. Әлихандар, Ахметтер, Міржақыптар. Олар енді өздері өкімет болған адамдар ғой. Жоқ, мысалы билік басында Голощекиндер отырды ғой. Иә, кейін. Голощекин отырды, Сталин отырды. Бірақ олар өздерінің ұстанымдарын айырған жоқ қой. Сол ұстанымдарын атылғанша сол ұстанымды сақтады. Сол позициядан қайтқан жоқ. Сондықтан билік басында осындай нәрсе ұнатады, мынандай нәрсе ұнатпайды деген көзқарас жоқ. Олар мүмкін шыны керек билік өкілдері кейде тілдің ішкі иірімдерін, нәзік иірімдерін түсінбейтін де шығар. Енді барлығы бірдей тілдің бүкіл нәрсесін, категорияларын бәрін түсініп кетеді деп айту мүмкін емес қой. Сондықтан ондай нәрсеге келгенде халыққа түсіндіру, ашық насихат жүргізу ол зерттеушілердің қолында дейміз. Сосын жаңа өте жақсы айтып отырсыз, мына анықтық танықтық категориясына байланысты. Мысалы бізде қазір ең үлкен олқылық қайдан кетіп жатыр? Бізде қазір мектепте грамматика оқытылмайды. Мәселенің басы содан шығып жатыр. Бізде қазір бағдарлама дейміз, оқулық дейміз, стандарт дейміз. Қазақ тілін оқытатын мектептің стандарты, бағдарламасы, оқулығы мүлдем бөлек болу керек, орыс тілінікі мүлдем бөлек болу. Бізде қазір екеуі де шет мектептерге, шет өзге ұлт өкілдеріне қалай үйрететін болса, қандай ұстаным, соны қазір қазақ мектептерін қазір лексикалық тақырыпқа байлап қойған. Ал шын туайтына келгенде Ахмет Байтұрсын тіл құралдарын қарасақ, ол жердегі мысалы дағдыландыру дейді, жаттығулардың бәрін береді. Ол жердегі берілетін материалмен Қошке Кемеңгерұлы, Молдағали Жолдыбаев, Телжан Шонановтардың орыс мектептеріне, Жавропалықтарға арналған оқу құралдарына
салыстыруға келмейді, екеуі екі бөлек. Олар лексикалық тақырыпты адамның балалардың тілін дамыту, тілін тарту жағына мән береді, ал Ахмет Байтұрсында нормаға мән береді. Бізде қазір нормаға мүлдем мән беріліп жатқан жоқ. Сол мектептен дұрыс үйретін, өте дұрыс айтып отырсыз. Анықтық танық категориясы қазақ тілінде бар нәрсе. Сондықтан біз бей-берекет қолданамыз қазір. Кітап бер, кітапты бер. Қай кезде кітапты деп айтамыз, қай кезде кітапты бер деп айтамыз. Кітап оқыдым, кітапты оқыдым. Қай кезде ілік септігі немесе табыс септігі ашық келеді, қай кезде түсіп қалады, оны мүлдем айтпаймыз. Бала қайдан біледі? Аристотельдің айтатын керемет сөзі бар. Ешкім мәдениетсіз болғысы келмейді, ешкім тәртіпсіз көргенсіз болғысы келмейді. Бірақ соның әдепке жат екенін түсінбейді. Сондықтан олар қате жіберіп қояды. Сол сияқты ешкім қате сөйлегісі келмейді. Бірақ соның қате екенін білмейді. Мысалы, біздің қазақ тілінде Қошке Кемегірұлының еңбектерінде әсіресе нақты көрсеткен. Ахмет Байтұрсында да норманың бәрін нақты көрсеткен. Қазір біздер барлықтарыңызға рахмет, көбісі, біреусі уақытысында, уақытысымен деп сөйлейміз. Осы нәрселер өте көп. Ал Ахмет Байтұрсының еңбектерінде бәрі дейді, оның жекеше тұлғасы жоқ дейді. Жекеше тұлға жоқ болатын болса, ол бәрі барлық дегеннің өзі көпше тұлға болса, оған көптік қосымшасын жалғаудың қажеті жоқ. Сол сияқты норма ол жерде көрсетіліп кеткен. А бізде қазір норма көрсетілмек түгілі, қазір бізде лексикалық тақырыпқа байлап қойғанның кесірінен біздің әріптестеріміз, бәріміз бірге оқыдық қой кезінде, қазақ тілі әдебиетін бітірдік. Олар айтады, біз қазір ережелердің өзін ұмытып жатырмыз дейді. Себебі біздер лексикалық тақырыпқа байлап қойғанның кесірінен біздер қазақ тілін үйретпейміз дейді. Біз астрономияны айтамыз, географияны айтамыз, басқа бір нәрселерді айтамыз дейді. Енді апай, осы жердегі мәселе жаңа билікпен қарым-қатынас деген кезде осы нәрселерді түсінетін адамдар неге сол өкіметтің адамдарына, биліктің адамдарына осы нәрсені айтамайды, неге оларға сөзін өткізе алмайды? Екінші жағынан неге бұлай болып жатыр деген кезде басқа адамдар сол жақтағылармен жақсы болып тұр ғой. Енді өзімнің ойымша орысша ойланатын адамдар отырғандықтан өздері сияқты орысша ойланатын адамдарды кез келген салада солармен бір-бірін жақсы түсінгендіктен қазақ тіл саласы болсын, ол жаңа методика болсын, бәрінде өздері сияқты адамдармен жұмыс істейді. Содан солай кете береді. Біз мына жақта сөйлейміз, біздің сөзімізді ешкім естімейді деген сияқты солай кете беретін сияқты. Енді мүмкін алдағы уақытта осы қазақы танымдағы ғалымдар арасынан бір адамды шығару керек шығар мүмкін. Сол жаққа жақын болады. Біздің ойымызша бізде мына мемлекет тарапынан бір ұстанатын саясат болады ғой, тіл саясаты болады, ұстанымдар болады дегендей, оқулықтарды қалай жазамыз дегенде біз көбінесе шетелге бей-берекет еліктей береміз. Мысалы, Кембридж университетінің ұстанымдары, немесе қазір бізде стандарттар, бағдарлама, оқулықтар көбінесе Назарбаев университетінің ұстанымы, Назарбаев мектептеріндегі мұғалімдердің несімен келді. А олар қазақ тілін жетік біліп жатқан жоқ. Олар кейбіреулер тіпті біз алдыңғы жылдары Асхат Аймағамбетов министр болып тұрған кезде бағдарлама өзгертеді деп шақырды. Астанадан бірнеше ғалым, зерттеуші келді, бірнеше. Сосын біз қуандық, Аллаға шүкір, енді ақыры мына бағдарламаны өзгертетін болдық, дұрыс болды, себебі қазақ тілінде қазақтың нормасы жоқ. Енді әр пәннің өзіндік нысаны болу керек қой. Мысалы, географияның нысаны жер суды көрсету, географиялық аймақтарды көрсету дегендей, ботаниканың, биологияның бәрінің өзінің нысаны бар. Ал қазақ тілінің нысанына келгенде қазақ тілінің нысаны қазақ тілі болу керек қой. Тілдегі норма, тілдегі жүйе. А бізде келіп алып географиялық тақырыпқа байлап қояды, астрономиялық тақырыпқа байлап қояды. Мысалы, Мағжанның, Байтұрсынның еңбектерін қарасаңыз, Мағжан айтады, бала мектепке келгенге дейін қазақ отбасында дұрыс тәрбиеленген бала ол қазақша ойын жеткізе алады. Оны лексикалық тақырыпқа байлаудың қажеті жоқ. Ол әрине сөйлемнің соңында баяндауыштыру керек екенін біледі. Бала тілі дегенде бала кейде шатастырып жатады, содан білмейміз. Бала Мағжан айтады, бала бірінші зат есімдерді айтады, бірте-бірте сын есімдерді қосады, бірте-бірте жетістіктерді қосады, бірақ жетістіктерді көбінесе түбір тұлғасында қосады. Мен ішем десе де іш, сен ішесің десе де іш. Сонда бала бұның тек жетістік екенін білмейді. Бірақ қай кезде қай сөз қолдану керек екенін бала біледі. Енді мектепке келгенде сондағы норманы үйрету керек қой. Мынау былай болады, мынау былай. А ол норманы үйретпейтін болса, сонда қазақ тілі не үшін оқытылады? Ал енді қазақ мектебі болғаннан кейін ол ботаника, биология, астрономия, қай пән барлығы да қазақша ойын дұрыс жеткізуге қызмет ету керек. Оларда бәрінің де нысаны, ол мәселе тек қана қазақ тіліне ғана тән нәрсе емес. Барлығында да ақпарат қазақ тілінде беріледі, бала ойын жүйелі түрде қазақша жеткізеді. Сондықтан бұл жерде қазақша ойын жеткізу, барлық нормалардың барлық сабақта сол, барлық пән атауында. Біздің айтқанымыз неге тыңдамайды деген нәрсе ғой, жаңағы билікпен қарым-қатынас болды деген кезде. Тыңдамайтыны сол, біздерде көбінесе шетелге еліктеу бар. Басқа елдердің сол біздің қазақтың психологиясына келе ме? Ол енді басқа ғалымдарды тыңдап тұр ғой, олар сондай дұрыс деп айтатын ғалымдарды өздеріне қарай тартып тұр ғой. Енді осы жерде сізден тағы бір нәрсе сұрағым келген, осы ғалымдардың қадірінің қашуына өздерінің кінәсі бар ма деген нәрсені.
Бұл байқағаным жаңағы ғалымдар кішкене жоғары жақтың адамдарын көрсе, үлкен шенеунік бола ма, кішкентай шенеунік бола ма, соның алдында соған ұнақ болуға тырысып, бір өзін екінші орынға қойып, кішірейіп тұратынынан, өзінің орнын бағаламағандықтан, сондай нәрселерді көп байқадым енді. Енді шынымды айтайын, мен ол пікіріңізбен онша келіспеймін. Себебі өзін сыйлайтын зерттеуші, өзін сыйлайтын ғалым, ол алдында кім тұрсын? Мысалы, иманды болсын, Рабиға апайымыз биыл 100 жасқа келеді ғой, иншалла. Сол кісі айтатын, әбден ауырып нетіп жатқан кезде сонда айтты, менің арым таза деді. Мен біреуге күнім үшін жалпақтап көрген жоқпын, жалпақ шешей болған жоқпын, біреудің сойылын соғып, мен адам баласына қиянат жасаған жоқпын деп. Өзін нағыз ғалыммын деп есептейтін адам және ең бақытты адам. Менің арым таза деп өмірмен қоштасу. 95-ке келгенде, 96-ға қараған шағында дүниеден өтті ғой. 96-ға қараған шағында менің арым таза, мен ешкімге қиянат жасаған жоқпын, ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын деп айту ғалым. Ол нағыз адамдық, толық адамның белгісі деп есептейді. Ол кісілердің үлкен гигант титандар. Барлығына бірдей жаңағыдай жалпақтап айтпай жатқан жоқ, айтып жатқан ғалымдар бар. Мысалы, қазақ тілінің сол бағдарламаның дұрыс емес екен, Фаузия Оразбаева қанша конференция арнайы ұйымдастырып, қанша мақалада жазды, ашық айтып жүр. Немесе Жанат Дәулетбекова апайымыз қанша айтып жүр. Анар Салқынбай апайымыз, Тыншық Ермекова, Қаламқас Қалыбаева апайлар өте көп айтып жүргендер бар. Бірақ соған құлақ асылмайды, құлақ аспайды. Сондықтан, мысалы, Асқар Жұмаділдаев математик болса да, ол кісіде нақты пәндердің барлығы қазақ тілінде болу керек, ғылым тілі қашан қалыптасады деп проблема көтеріп жүр. Сондықтан ғалымдар бәрібірдей жаңағыдай ілесіп кетеді дегенге онша келіспеймін. Әрине ілесіп кететіндер бар, ол жеке өзінің мүддесі үшін, бірақ ұлттың мүддесін, ұлттың болашағын бәрінен де жоғары қоятын ғалымдарымыз бар. Енді апай, бұлар ғалым кісілер бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасау керек? Мысалға, ғылымда әртүрлі көзқарастың мектептер әртүрлі бағыттарға байланысты бір-бірімен қайшылықтар болады. Оны енді әдебиеттануда ғалымдар кезінде болған деп еститін едік, сосын тіл саласында ғалымдарда бар деп естиміз. Енді бір текетірестер бір пендешіліктің төңірегінде болады, немесе бір бітіспес бір жаулыққа ұласып кетіп жатады деген сияқты. Ол да енді пендешілік қой, тақырыпқа байланысты пікір қайшылық емес, жеке адамның бір-біріне осы нәрселер қалай мына тіл саласында әйтеуір қақтығыстар көп болып жатады ғой. Солар сондай ұласып кеткен бе, әлде тақырып жағынан ба, бұл әлде мүлде басқа бір себептер бар ма, қалай осы? Бұл жерде енді шыны керек бар, пікірталастар бар. Ол пікірталас болмаса ғылым дамымайды. Ғылым даму үшін пікірталас болу керек, түрлі қайшылықтар болу керек, өзіндік ұстанымдар болу керек, өзіндік позиция болу керек. Мысалы, иманды болсын Әлімхан Жүнісбек, у мен и дауыссыз, оның алдында міндетті түрде дауысты дыбыстар таңбалану керек деп өзіндік принципі, көзі жұмылғанша сол нәрсені айтып өтті. Ол кісінің принципін кейбір адамдар қабылдамады, бірқатар зерттеушілер, ғалымдар қабылдамаған себебі олар кейінгі жаңа айтқан Ленин, Сталин ұстанымдары деп айттық қой, сол 30-шы жылдарда бізде қазақ тілінің ерекшеліктерінің бәрі сақталмай, европоцентризмге, орыс тілінде қалай болса солайға кетті ғой. Біздер енді қазір 42 әріпті алып отқанда орыс тілінің әріптерін қабылдадық, дыбыстарын қабылдадық, мягкий знак, твердый знак дегендей, ю, я, ю, и, у. Сол и мен у бізге пәле болды. Сол Әлімхан ағайдың өмір бойына сол и мен удың дауыссыз екенін дәлелдеп өтуінің өзі, ол бір жағынан трагедия, бір жағынан ғылымдағы бір сорақылық та. Ол мәселе 1924 жыл биыл 100 жыл болып отыр. Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамед, ең мықты елде сомар мықты деген ғалымдар сол жерге нүктесін қойған. Бұл и мен у біржолата дауыссыз, ол жерде оны дауыстымен шатастыруға болмайды деп. Бізде қазір қалай? Бірде дауыссыз дейді, бірде дауысты дейді. Ақылға сыймайтын нәрсе ғой. Ол и у мен и қазақ тілінде, орыс тілінде дауысты, әңгіме жоқ дауысты. Ал қазақ тіліне келгенде ол дауыссыз. Әрине ұқсайды, түрі ұқсайды, таңбалануы ұқсайды, дыбыс салуы да ұқсайды, бірақ біздің тіліміздегі у мен и дауыссыз. Сондықтан біздер қазір кему, кеңу, суиды дегенде, оқиды дегеннің бәрінде қадан кейін бірден, дауыссыздан кейін бірден дауысын таңбалап жүрміз. Шынтуайтына келгенде бұл жерде дауысты бар. Себебі түбірі оқы ғой. Оқыма десе, біздер ыны айтамыз, иә? Оқымай десе, ыны айтамыз. Оқымау десе, ыны айтамыз. Неге оқиды, оқу дегенде неге ыны алып тастаймыз? Қазақ тілі жалғамалы тіл. Оған қанша қосымша жалғанса да, ол сөз тудырушы болсын, форма тудырушы болсын, мәселе оған қарамайды.
қанша қосымша жалғанса да түбір өзгермеу керек. Ол орыс тіліндегі нәрсе құсап, жаңағыдай біздер қарап жатпаймыз. Әрине, кейде ұяңданып, қатаңдарымыз ұяңданып кететіндер болады. Мысалы, добым деген сияқты, добы деген сияқты, ағы деген сияқты. Бірақ негізінен алғанда өзгеріп кетпейді. Ал оқы дегенде неге біздер оқу дегенде өзгертіп жіберуіміз керек? Бізде оқ деген түбір жоқ қой. Мысалы, байиды дегенде түбірі бай. Бай дегеніміз сын есім. Кең дегеніміз түбірі сын есім. Ал енді біз келемізде бай деген бірден иді жазамыз, ұзын иді жазамыз. Біріншіден, қазақ тілінде ұзын иден келетін көсемшенің жұрнағы жоқ. Бізде а, е, и қосымша. А біздер айтамыз а, е, и дейміз. И дегенде бізде иманды болсын Әлімхан Жүнісбек әрдайым айтатын, жалғыз дауыссыздан тұратын қосымша қазақ тілінде жоқ деп. Біздің тіліміздегі ең кішкентай бірлік ол буын дейді. Сонда жалғыз дауыс, біз п деп жүрміз ғой, онымыз қате, жалғыз дауыссыздан тұратын буын жоқ, дыбыс нәрсе жоқ дейді. Ол міндетті жұрнақ жалғауы жоқ дейді. Иә, сонда мысалы байиды дегенде түбірі бай. Одан кейін біз иді жалғаймыз, и деген бізде дауыстыдан келетін көсемше жоқ. Бізде мысалы дауысты, мысалы а, ол сөздің соңы дауыссызға бітсе, және ол сөз жуан болатын болса, а жалғанады. Барады, қалады, қашады дегенде а жалғанады. Егер сөз жіңішке болатын болса, және дауыссызға бітетін болса, е жалғанады. Келеді, кетеді, жүреді дегендей. Ал енді сөздің соңы дауысты болатын болса, оған и жалғанады. Яғни и жалғанаудың бірден бір талабы сөздің соңы дауысты болу. Сонда оқиды дегенде сөздің соңы оқ емес, оқы. Содан кейін барып қана и жалғанады. Санайды, қалмайды, күлмейді дегеннің барлығында сөзің. А біздер қазір оқиды, немесе жаңа кемейді дегенде, кеңейді, байиды дегенде. Біз бай дегеніміз сын есім, кең сын есім. Сын есім ешқашан көсемшені жалғай алмайды, сын есім. Көсемше жұрнақ тек қана етістікке жалғанады. А біз келемізді балаларға мына буын жігін ажыратуда, морфологияны балаға қалай түсіндіреміз? Мынау көсемше деп айтамыз. Мынау бай дегеніміз сын есім, мынау көсемше. А неге сын есім көсемшені қабылдап тұр? Кең сын есім неге ол көсемшені қабылдап тұр? Осы жағынан баланы шатастырамыз да. А ол жерде мен элер бекер тұрған жоқ. Олар сын есімнен, сын есімнен, дұрыс айтасыз, сын есімнен етістік тудырып тұр. Етістікке айналғаннан кейін ғана барып ол сөз дауыстыға бітіп тұр, сондықтан ол иді қабылдай алады. У да тура сондай. Сонда Әлімхан Жүнісбек бүкіл өмірін осы нәрсені айтумен арнады. Сонда жаңағы қайшылықтар осы теорияға байланысты. Орыс тіліндегі нәрсе миында кезінде Құдайберген Жұбановтың дарама қосарма деген мақала шықты ғой. Сол кезде енді Құдайберген Жұбановты да кінәлауға болмайды. Шекесіне револьвер тақап тұрып айтты ғой, тапанша кезеп тұрып, болса жазсаң да жазбасаң, сен оның алдында Байтұрсындар бәрі атылып кетті. Амал жоқ жазуға, айдалып кетті, ол кезде атыла қойған жоқ, айдалып кетті. Бәрін көріп тұр, біліп тұр, амал жоқ. Құдайберген Жұбанов жазбаса, бәрі басқа біреуге жаздырады. Сондықтан сондай мақалалар жазуға мәжбүр болды. Сондай терминдерде біраз нәрсені өзгертуге мәжбүр болды, амалдың жоғы. Ал енді біз Аллаға шүкір ғой, тәуелсіздігімізді алдық, бодандықтан құтылдық. Енді біз неге өзіміздің ұлттық болмысымызға қайтып келмейміз? Неге тіліміздің шынайы болмысын көрсетпейміз? Неге біз сол орыстың Құдайберген Жұбановтың айтатыны бар, ол біресе жылқы, біресе сиыр болып кетпеу керек. Бізде қазір у мен и алдындағы тұрған сөз дауысты болатын болса, мысалы ау деген сияқты, онда біз айтамыз бұл дауыссыз дейміз. Дауысының қасында тұр. Ал егер қандай ине деген сияқты болса, онда дауысты деп айтамыз. Ол болмай, уық деген сияқты сөздер. Ондай болмайды ғой. Ол қай жерде тұрса да, мысалы біздер ереже біреу-ақ болу керек. Иә, ешкімізді жылқының қорасына кіргізіп, мынау жылқы деп сата алмаймыз ғой. Қойды сиырдың қорасына кіргізіп, болды мынау сиыр деп сата алмаймыз ғой. Сол сияқты нәрсе, ол қай позицияда, қай жерде тұрса да дауыссыз қалпын сақтау керек. Қазір өзіңіз білесіз ғой, Атамұрада керуен деген сөздің жауабын сұрады. Керуен дегенде әліппеде керуен деген сөз бар екен, соған байланысты Ахмет Байтұрсын атына тіл білмесінен сұрады. Керуен дегенде неше буын бар деп. Олар не деп жауап? 2 буын деді ме? 2 буын бар деп айтты. Керуен. Ақылға сыймайды ғой. Біз осы уақытқа дейін керуен деп келдік. Ең болмады керуен. Ал Ахмет Байтұрсынның заманында керуен деп келді. Себебі буын тасымалдаған кезде ешқашан дауыстыдан басталмайды. Керуен дейтін болсақ, дауыстыдан басталып кетіп тұр ғой. Шын мәніне келгенде удың алдында дауысты бар. Сонда
екі буын бола алмайды ғой. Егер біз керуен дегенде екі буын бар дейтін болсақ, соған ұқсас нәрселер бар ғой. Серуен, балуан, алуан. Олардың барлығында екі буын деп айтуымыз керек. Егер олардың бәрінде біз екі буын деп айтатын болсақ, онда келу, кету, бару, шашу дегеннің бәрінде алу, бір буын деп айтуымыз керек болады. Ақылға сыймайды ғой. Сонда біз өзіміздің жүйемізді түсінбей тұрмыз ғой. Сондықтан бұл жерде бізде шыны керек, мен зерттеушілерді екіге бөлер едім. Бірінші, Ахмет Байтұрсынов ұстанымдарын қолдаушылар, екінші, сол европоцентризм жетегімен кетіп қалғандар. Европоцентризм жетегімен кетіп қалғандар сен қанша жерден түсіндіріп айт. Ол сонымен сусындап, соны өскеннен кейін бұл жағынан келгенде мына жазудың ауыстырудың кесірі де содан болып тұр. Егер біздің жазуымыз ауыспаса, немесе сол Байтұрсыновтың түпнұсқасын дұрыстап оқи алатын болса, сүйсініп тұрып оқимыз. Мен мысалы төте жазудан бірнеше сабақ беріп, дәріс беріп балалар, соны айтады, апай, мынау дұрыс қой, мына жазылуы дұрыс қой, осылай болу керек қой. Біз неге осы жазуымызға, осы немізге емле сол кезде керемет. Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, бүкіл Европа, бүкіл Америкада біздің қазақтың емлесіне сәйкес келетін қазақтың емлесі бәрінен де керемет деген. А біздің қазіргі емлеміз бәрінен керемет деп айта алмаймыз. Бәрін білдіріп ол қиын мәселе. Әсіресе европоцентризммен кетіп қалдық. Әсіресе мынау латынға ауысатын кезде сол күйінде көшіреміз дегендер бар, масқара ғой. Бірақ енді бұл жерде екі бағыт бар болса, осы екі бағыт бір мәмілеге келуі мүмкін ба жалпы? Келуі мүмкін. Ол үшін жаңа өте дұрыс айтып отырсыз. Ол жерде жеке мүдде, өзім жеке басым, менің авторитетім деген нәрсені ұмыту керек. Мен айттым, мен сол жерде қақшеп қалам деген нәрсені ұмыту керек. Ол жерде тілдегі жүйе не дейді? Тілдің болмысы, тілдің табиғаты қандай? Ол бір тілдің табиғатын, бір тілдегі ережені екінші тілге сол келе салуға болмайды. Сондықтан біздің тіліміздің табиғаты нені талап етеді? Соған көнуіміз керек болды. Біз өзіміздің жеке басымызға әліппе шығарып отқан жоқпыз, өзімізге емле шығарып отқан жоқпыз. Ұлттың болашағы, ертеңгі тілдің болашағы. Сондықтан оған немқұрайды қарауға болмайды. Мысалы енді оң қойды маған бер дейді, оң қойды маған бер, оң қойға таласқан кезде 5-5-тен бөліп алып келісу мүмкін ғой. Сол сияқты он мәселеде қайшы болса, бесеуі былай, бесеуі енді ереже әрине ол неге бұзылып кету керек, бір-біріне қайшы қарап тұрмау керек, бірақ жалпы сондай бір екі жақта шегінетін жерлер болып, солай болашақта бір ортақ бір үстелге отырып сондай болуы мүмкін ба негізі? Екі жақ шегінетін емес. Бұл жерде біздің ойымызша бәрі де Байтұрсыновтың ұстанымдарын дұрыстап оқу керек. Мен бұл жерде кейбір нәрселер қалыптасып кеткен болса дым білмейсіңдер деп жатқан жоқпын. Бірақ Байтұрсыновтың ұстанымдарын оқу керек. Байтұрсыновтың ұстанымдарын түсініп, сонда көз ашылады. Түбегейлі ашылады. Сіз бір сөзіңіз айттыңыз ғой, кейін қошқа кемеңгерлер Байтұрсыновқа үстеме жасаған кезде Байтұрсынов оған қарсы келмеген деп мысалға. Сол сияқты кейбір нәрселер қалыптасып кеткеніне байланысты, кейбір нәрселер мүмкін өзгеріске түскеніне байланысты ережелер деген сияқты сондай болуы мүмкін ба? Кейбір нәрселерде тілдің заңдылығы нені талап ететін болса, ол неше ғасыр өтсе де сол дұрыс. Қазір кейбір зерттеушілер айтады, бірақ барлығы мәселеде емес қой әйтеуір. Негізде мысалы мен У мен И-ге келген кезде Байтұрсыновтың ұстанымдарынан айнымау керек дер едім. Сосын мына қатаң норма, босаң норма дегенге мен келіспеймін. Кейде зерттеушілер айтады, мысалы халық қалай қолданып отыр? Егер сол халық көпшілік қолданып отырса, ол босаң норма болып, сосын бірте-бірте қатаң норма өту керек. Келіспеймін. Түбегейлі келіспеймін. Себебі тілдің заңдылығы нені талап етеді, тілдің жүйесі нені талап етеді, біз соны талап етуіміз керек. Сосын меніңше былай, менің ойымша емес. Бұл жерде тілдің жүйесі, біздің тіліміздің, қазақ тілінің жүйесі нені талап етеді, қандай біздің жүйеміз, біз соған, ол менің осы уақытқа дейінгі ұстанымыма сәйкес келмейді, менің апайымның айтқанына сәйкес келмейді, олай емес. Шындық біреу, шындыққа көнуіміз керек. Мысалға жаңағы кел балалар оқулық деген кезде ол көптік формасы сондай болу керек дедіңіз ғой негізі, бірақ қазір оқиық болып кетті, сонымен кетіп қалдық деген сияқты мысалға. Сол секілді бір кетіп қалған нәрселерді қайтадан анау жаққа бару қиын болуы мүмкін ғой негізінде. Негізі қайтып келсек дұрыс болар. Тіпті жақсы болады дейсіз ғой. Себебі біз бастан құлақ садаға дейтін кез болмай ма? Мынадай нәрседе біз өзіміздің тілімізде, жалпы тілде, кез келген тілде жаңа 4 саласы бар ғой, фонетика, лексика, морфология, синтаксис дегендей. Сонда лексика күнде өзгереді. Қазір екеуміз сөйлесіп отқанда да қанша сөз еніп жатыр, Сол біз бұрын орыс тілінен сөзді қалай алатын болса, қазір ағылшын тіліндегі сөздерді біздің тіліміздің заңдылығы деп жатқан жоқпыз, ағылшын тіліндегі сөздерді сол күйінше алып жатырмыз. Бұрын мысалы офлайн, дедлайн, онлайнсыз ақ сөйлеп келдік қой, апасем. Қазір міндетті түрде ағылшын тілінде қалай болса солай. Бұрынғы президент деп айтып, қазір тек қана экс деп айтамыз. Ағылшынша қоссақ өзімізді бір керемет санаймыз ба, сондай бір. Уақытша құбылыс шығар енді ол. Уақытша құбылыс шығар деп үміттенеміз. Сол етек алып баратыр. Қатты етек алып баратыр. Сонда осы жағынан келгенде біз өзіміздің тілдегі жүйені басшылыққа алсақ,
бірінші кезекте. Біздің жүйемізде қандай? Ол мен жаңа бір нәрсені айтайын деп жаңа төрт недің кейбіреуін өзгертуге болмайды деп иә, сонда лексика тез өзгереді. Лексика өзгергеннің кесірінен Фонетика біздер сол фонетиканы өзгерттік. Мысалы, мягкий знак, твердый знак дегендерді алып алдық, эйоларды. Синтаксте тез өзгереді. Кейде орыстың, біздің қазір шыны керек, біздің қазір сөйлеп отқан сөзіміз Ахмет Байтұрсындар немесе абайлардың сөздеріне ұқсамайды. Себебі қоғам өзгерген сайын біздің сөйлеуіміз өзгере түседі. Бірақ морфология оң әліппен өзгермейді. Морфология қақшеп қалған нәрсе, ол оң әліппен өзіне жаңағыдай сыртқы нәрселер кіргізбейді. Бірақ бізде сұмдық болғанда, мына европоцентризмге еліктеген кесірінен біздер морфологияда өзгердік. калькаларға жүріп жатыр ғой. Енді лексикадағы нәрсені тез құртуға болады. Мысалы, біз осы уақытқа дейін самолет, вертолет деп келдік, қазір ұшақ дейміз, өзгертуге болады. Бір ғана реформамен йо-ю дегенді, мягкий знак, твердый знак бәрін алып тастауға болады. Синтаксте, мысалы, кімнің Сәбит Мұқановтың еңбектерін оқысаңыз, кейде айтады, ол адасып кетермеді, қайтереді, алдына бірдеңе шаға келмесе. Ол құлап келермеді, қайтереді, алдына бірдеңе нетпесе. Осындай қолданыстар бар да, яғни шарттырайды соңғы несіне құру. Бірақ ол сол жазушының өзіндік стильді қолданысы болды да, ол кейін өзгерді. Синтаксте сөйтіп өзгереді да. Бірақ біздің морфологияға кіріп кеткен нәрсе оң әліппен өзгермейді. Оны шығару қиын. Біз қазір шыны керек орыс тіліндегі үлгімен яты онанамен кетіп қалғанбыз. Яты онана емес целый. А біздің қазақ тілінде Ахмет Байтұрсынов айтады: мен, сен, ол. Және бізде анайы сыпайы деген нәрсе бар ғой. Біз сыпайыны тек қана екінші жақпен шектеп жүрміз, сен, сіз деп. Ал Ахмет Байтұрсында анайы парадигма толық, сыпайы парадигма толық. Бізде қазір морфологияға кіріп кеткен соншалық біздер сыпайын тек қана екінші жақпен шектейміз және соны дұрыс деп есептейміз да. Сыпайының толық парадигмасы деген ақылға сыймайды біз үшін. Ал шын мәніне келгенде анау мен, сен, сіз деген ол орысша айтқанда как у собаки пятая нога. Ол жерде артық нәрсе. Парадигма ол бір ғана нәрсе болмайды. Парадигма болу үшін ол үш жақ түгелмен болу, жеке көпше. Сонда осы жағынан келгенде біздер мендер келемендер деп айтпаймыз ғой. Мендер барамындар деп айтпаймыз. Бірақ біздің тіліміз және жалғамалы тіл ғой. Біз қопармалы емес. Біз мысалы орыстар человек, люди дейді, ребенок, дети дейді. А бізде адам, адамдар, бала, балалар. Орыстар один, первый, два, второй. Біздер бір, бірінші, екі, екінші. Бізде ештен қопарылып кетпейді. Біз жалғамалы тіліміз, а олар қопармалы тіл. Сонда осы жағынан келгенде мендер деген форма жоқ қой. Мендер барайындар, мендер бардымдар деп айтпаймыз ғой. Яғни бірінші жақ жоқ қой. Біз бола алмайды, себебі қопармалы тіл емеспіз ғой, біз жалғамалы тіліміз ғой. Сен, сендер, ол, олар, екілі қатар келмейді. Біздің қазақ тілінде Байтұрсынов айтады ғой, екілі күрмеліп тұрмайды. Не түсіп қалады, неге дығайналып кетеді. Мысалы, Алла дегенде қазақтар алда дейді ғой. Алдараз болсын дейді. Бәрәкаллаху дегенде бәрекелді дейді. Мысалы, сондай нәрсе көп қой. Немесе түсіп қалады. Молла демейміз, молда дейміз, сәлле демейміз, сәлде дейміз. Немесе түсіп қалады. Олар дегенде екілі гоплология процесс жүреді, бірілі түсіп қалады. Олар бұл. Енді сонда Байтұрсынов айтады, мендер деген бірінші жақ жоқ дейді. А біздер қазір кіргізіп алғанбыз, морфологияға кіргізіп алғанбыз, біз деп. Ал Ахмет Байтұрсынов айтады, сыпайылап сөйлегенде сөйлеуші өзін мен деудің орнына біз дейді. Тыңдаушыға сен деудің орнына сіз дейді. Бөгде кісіге ол деудің орнына ол кісі дейді. Қазақы менталитет. Мына когнитивті лингвистика тұрғысынан да қай жағынан дүниетаным, қай жағынан алып қарағанда да бұл тіпті керемет нәрсе. Ал енді көпше түрі біз, біздер, сіз, сіздер, ол кісі, ол кісілер. Қазір қазақша дұрыс сөйлейтін адам ол деп айтпайды. Сыйлайтын керемет құрметті кісіні ол деп айтпайды. Орыстар айта береді. Мысалы, Пушкин родился в таком-то году, он учился деп, он деп айта береді. А бізде көбінесе оның орнына, мысалы, Абайды айтқан кезде біз ол деп айтпауға тырысуымыз керек. Ол дегеннің орнына ғұлама, ойшыл, ақын деген сияқты сөздерді қолдануымызға болады да. А бізде қазір осында онша талғамай жатырмыз, орыс тілдің жүйесімен кетіп жатырмыз. Сондықтан сол Байтұрсынның парадигмасына қайтып келсек, ол керемет болар еді. Сол енді жіктеу есімдіктері бұзылып тұрғаннан кейін, жіктік жалғаулары бұзылып тұр. Жаңа өзіңіз айтқан бұйрық рай да бұзылып тұр, ашық рай да, бәрі де бұзылып тұр. Сондықтан осы жағынан келгенде біз тілімізге түбегейлі дұрыстап Байтұрсынның ұстанымдарына қайтып оралып, қайтадан жөндейтін болсақ, әрине керемет болар еді. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай компромиске келіп, 50-50 мен мысалы қаламаймын, шынымды айтайын. Ол тілдің заңдылығы нені талап етеді, біз соңында басында кішкене қиналуы мүмкін, бірақ көп қиналмайды.
кейде мен шыны керек табиғи қалпына түсе қалады ғой. иә өзге ұлт өкілдеріне де қазақ тілден сабақ береміз кейде. Сонда қарасақ, олар керісінше соны дұрыс жазғанда біз оны амал жоқ қате деп айтамыз. Олар оқиды деп жазады, бірақ біз қазіргі әліппені емле бойынша олай емес қой деп жөндейміз. Біздің тіліміздің жүйесі соны талап етіп отыр. Және ол не үшін солай дегенді біз түсіндіріп бере аламыз. Ал жаңағы нәрселерді түсіндіре алмайсың. Неге мен бізге айналып кетеді? Қазір бізде мектепте біздер деп айтпаңдар дейді. Біздер деген қате дейді. Ал шын мәніне келгенде біздер ресми тілде біз дегенді қолданамыз ғой. Мысалы диссертация қорғағанда, диплом қорғағанда менің тақырыбым, мен осындай тұжырым жасадым демейміз. Біз деп айтамыз. Бұл сөйлеу тіліне ғана тән нәрсе емес, бұл біздің тіліміздің жүйесіне тән нәрсе. Бұл барлық жерде сақталу керек нәрсе. Біз, сіз, ол кісі. Мысалы үлкен кісіге ол деп айтпауымыз керек. Біздің тілімізде, мысалы орыс тілінде барлығына это деп айта береді. Это моя комната, это мой телефон, это моя бабушка. Барлық жерге это ұнара береді. А бізде олай емес қой. Біздер жансыз нәрсеге мынау деп айтуымызға болады. Мынау менің телефоным, мынау менің бөлмем, мынау менің компьютерім деген сияқты. Бірақ мынау менің анам деп айта алмаймыз. Это деген ол жерге ора алмаймыз. Иә. Біз өзіміздің досымыз болса, мынау менің досым деп айтпаймыз. Мынау деген бізде бір жағымсыз нәрсе бар. Сондықтан желкесінен оқыған кезде иә, мынау анау дегенде бір ұнамаған нәрсе бар. Мұқағалидың да өлеңі бар ғой, мына біреу қайдан келген, қасыңа мына біреу қайдан. Ұнатпаған нәрсе. Мысалы сіз балаңыз керемет бәрін тындырып қойса, мұның не деп айтпайсыз ғой. Мынауың не деп айтпай, бірдеңе бүлдіріп қойғанда айтамыз. Мұның не, мынауың не деп. Сондықтан мынау менің досым деп айтпаймыз. Бұл менің, егер өзімізбен қатар болса, немесе бізден жасы кіші болса айта аламыз. Бұл менің досым, бұл менің құрбым деген сияқты. Ал енді бізден жасы үлкен болатын болса, анамыз, әжеміз, әкемізді бұл кісі дейміз, ол кісі дейміз. Сонда бұл біздің парадигмамыз толық сақталып тұр ғой. А біз қазір орыс тілінің үлгісімен ұрып жатырмыз. Оның барлығы әрине ол менталитетке әсер етеді. Ол Құдайға шүкір, қазір жастар әке шешесін сіз деп келе жатыр ғой. Бұрын совет үкіметі деп тұрған кезде совет әке шешесіне сен деп айтатын, ата әжесіне сен деп айтатын. Көбінесе орысша оқығандар әлі күнге сөйтіп айтады. Олар орыстың менталитетіне кетіп қалған. Иә, сен десе жақын араласады, сіз десе мен алыстатамын дейді. Шын мәніне келгенде біздің ұлттық психология бойынша, ұлттық менталитет бойынша сіз дегенде біз тіпті жақсы көреміз ғой. Тіпті де құрметтейміз, тіпті де сыйлаймыз. Сондықтан енді сіздің былтыр бір кітабыңыз шығыпты. Топ авторы 3 адамнан тұрады екен. Сіз барсыз, Анар апай бар, Бижомарт бар. Иә, үшеуіңіздің, Бижомарт Қапалбек, Анар Салқынбай апайымыз үшеуіңіздің кітаптарыңыз шығыпты. Қазақ тілінің орфографиялық сөздіктегі көрінісі, иә? Бұл кітап енді көп айтылмай қалды, естімей қалдық. Сол жерден бір кейбір нәрселерді айтып өтсек. Енді бұл жерде ол сөздік 2000 қай жылы шыққан? 2013-те шыққан. 13-те шыққан. Ол жаңа Емле.kz сайтында тұр, онлайн. Сол жерден қараған кезде тексеруге болады. Бұл орфографиялық сөздік дегеніміздің өзі біреу бір сөздің қалай жазылатынын білмеген кезде тексеру үшін керек нәрсе ғой. Соның онлайн нұсқасы бәрі тұр енді. Ол жерде демек қате сөз та тұрса, ол қате емес деген сияқты болып көрінеді. Қате сөз жерде болмау керек, оның дұрыс нұсқасы болу керек дегендей. Бұл туралы біз мен өзім көп естігім. Мысалға жаңағыдай үлкен шығармашылықтың адамдары, сауатты кісілер, бұрын институтта істеген, ғылыми дәрежесі бар кісілер ден естігем, осы құртып тастады, бұрын жақсы еді деген нәрселерді. Сосын өздері бір бағдарламаны оқып, баласын басқа бағдарламаға келген кезде екеуі өктіріп алып, неге бұлай өкіп кетті деген ата-аналардың сөздерін, бірақ оған енді соншалық қатты мән бермегем. Осы әңгімеге дайындалар кезде жаңа сіздің кітабыңызды қарап, содан кейін бұлай болуы мүмкін емес қой деп жаңа Емле.kz-ден тексерсем, расында да солай болып шығып жатыр. Соның үшін енді мен 5 сөзді таңдап алдым. Бұл өзі орфографиялық сөздік 5 адамның ба авторлармен шыққан екен. Нұргерді Уәли, Анар Фазылжан, Құралай Күдерина, Күдеринова, сосын Назира Әміржанова, сосын тағы бір кісі бар. Атын ұмытып қалыппын. Енді жазуын шығара саламыз. Осы кісілердің авторлармен шыққан екен. Мен ол кісілерді өмірде араласқан адам емеспін, ешқандай қатынасым жоқ. Енді сіз әрине әріптестеріңіз, бәрін танитын шығарсыз. Өзіңіз бір сұхбатыңыз айтыпсыз, мен ешкімге жаулығым жоқ, мына жерде дұрыс емес болғандықтан көрсетіп, осы кітапты шығардым дегендей. Мен ол кітапты бастан аяқ біз мазмұнын айтпаймыз, сіздің кітабыңыздың 5 қатені таңдап алдым ішінен, әрбір қарап отырып. Негізі әрқайсысы сол 5-тікке кіруге лайық қателер екен, дегенмен бейберекетсіздік деген сөз бар екен ішінде. Бейберекетсіздік деген. Бұны енді Назгүл Қожабекова күлкі қылып айтып отырушатын не деген сорақылық. Ол орфографиялық сөздікте бар деп емес. Бір жай адамның аузынан шыққанда олар ренжіп отыратын қате ғой енді.
басында бей тұр, соңында сіз тұр. Иә. Ондай болса, терістеу болып иә, кетті. ондай болса, бүкіл сөзге қосатын болсақ, ереже өзі бір ақ болу керек деген, жаңағы кенжебай Ахмет деген кісінің сөзі бар. Енді ол бір жерден оқып айтты ма, әлде өзінің сөзі ме? Ереже деген екеу болса, онда ол несі ереже мысалы? Демек бейберекетсіздік деген сөз болса, онда жаңағы беймәлімсіздік, беймезгілсіздік, тағы беймен келетін не бар еді, жаңағы бейәдепсіздік, бейуақыт, иә. бүкіл сөзге келу керек болып қалады онда. Бейғам. Иә, бейғамсыздық деген сияқты. Онда ол не болды енді? Бұны неге сөздікке қосқан адам түсінбейді. Сол ғой, сол. Дұрыс айтып отырсыз, өте дұрыс айтып отырсыз. Орфографиялық сөздік дегеннен кейін ол жерде тек қана дұрыс сөздер жазылу керек. Ол біздің ұстанатын ережеміз ғой. Иә. Ол жерде әйтеуір елдің айтып жүрген сөзінің бәрін жіпке тізіп бере салу емес. Ол жердегі нәрсе өте дұрыс айтып отырсыз, норма болу керек. Мынау дұрыс, басқасы дұрыс емес деген нәрсе болу керек. Керемет мүмкіндік қой, тіл тазалауға деген керемет. Ал бейберекетсіздік дегенде бей деген ол жоқ дегенді білдіреді, сіз тағы да жоқ дегенді білдіреді. Сонда оның орнына берекет деген сөзді ала салу керек қой, болды ғой. Екі рет жоққа шығарған демек тең, екі рет. Оның үстіне жалғаудың ешқандай қажеті жоқ. Ол бейберекет деген бір берекесіздік еді, оған сіз қосқаннан кейін берекесіздік етіп қалды, қайтадан береке келді дейсіз ғой. Енді екінші сөз ретінде бұл бір кездері күлкі болды, әлеуметтік желі талқыланып қалып кетті кейін. Қыркүйек деген сөз. К-нің орнына жаңағы Г-ні қойып тастаған. Енді бұл жерде бір айта кететін нәрсе, осы қыркүйек, шекара, көкөніс. Осы үш сөзді Имандыбек Рабиға апай қосқан. Г қылып па? Иә. Ол жерде негізі Рабиға апай оған дейін де бұл сөздік негізі 2005 жылғы шыққан кезде бұл 5-ші басылым деп жазады да. Бірақ 2006, 2007, 2009 бір жылда бірінші рет шыққан кездерде болды бұл орфографиялық сөздіктің. Бірақ 2013 жылғы сөздікті 6-шы басылым деп жазады. Сонда арадағы сөздіктер не үшін шықты? Егер ол басылымға кірмейтін болса, сонысы түсініксіз болды. Бірақ сол жылдары шығып жатқан сөздіктерде Рабиға апайдың қатысы болған жоқ. Бірақ апайдың фамилиясын қойып қоятын. Сосын 2013 жылғы сөздік шығатын кезде мен ол кезде апайдың үйінде жүрдім, апайдың қасында отырдым. Сол кезде апай менің көзімше телефон соғып айтты: енді менің фамилиямды қосатын болсаңдар, мен сендерді сотқа беремін деді. Менің фамилиямды қоспаңдар. Сен маған әкеліп жатқан жоқсыңдар, мен көріп жатқан жоқпын, не істеп жатқандарыңды. Мен қарсымын деді. Сотқа беремін. Нешінші басылымның кезінде? 13-ті. 13-тен апайдың фамилиясы жоқ 13-те. Оған дейінгі шығып жатқандарында бір жылда бірнеше рет шығып жатқан апай көрмейді де, білмейді де оны. Ай шығыпты дейді, ай менің фамилиямды қосып қойыпты мыналар деп, сон апай ренжіп жүреді. Ол маған да бір көрсетсе ғой маған деп. Содан ол сөздіктер шыққан кезде не айтайын деп ойымды қыркүйек, шекара. Иә. Сол 2013-ке келген кезде Рабиға апай сол үш қана сөзді айтты. Қыркүйек, шекара, көкөніс. Оның себебі мына құлақты жарады дейді. Құлақты кәдімгідей көкөніс деп айтады. Шекара деп қалай жазылып тұрса, енді бұрындары мысалы керемет әдемі сөйлеушілер де болды ғой. Бірақ кейінгілерде мынау суфлер жүріп отырады, ненің астында, сондықтан суфлерда не тұрса соны оқып жүреді. Сіздің ұстазыңыз ғой апай, бірақ енді сіз оған келіспейтін шығарсыз. Жоқ, сонда апайдың бұл жердегі принципі, біздің тілімізде көгал деген сөз бар ғой дейді. Көгорай деген де сөз бар. Бір көгал, көгорай о баста к болды ғой дейді. Бірақ кейінгіге айналып кетті дейді. Бұлар кіріккен сөздер. Гүлсім Жаркешеваның сол туралы диссертациясы бар. Сонда кіріккен сөздер өздерінің тұрпатын бұзады дейді. Мысалы, бүгін әу баста бұл күн болды, биыл әу баста бұл жыл болды. Кіріп кеткен кезде тұрпатын өзгереді. Біздің тілімізде мысалы қолғанат, қолғап, әу баста қолқап болды ғой, қолқанат болды, қолғабыс, қолқабыс болды. Сонда тілімізде осындай модель бар. Сондықтан құлақты жарып тұрғанша осы модельге түсірсек деп сөйтіп апай енгізген. Осы қыркүйек дегенді, көкөніс, шекара дегенді. Бірақ енді шынымды айтсам, өзімнің ұстанымым бойынша мен морфологиялық принциптің сақталғанын ұстанамын. Себебі морфологиялық принципте жаңағы кешіріңіз, егер үйтіп айтылу бойынша жазатын болсақ, қай жерге дейін айтылу бойынша жазамыз? Иә, сол бұл жерде енді мен апайдың ұстанымын айтып отырмын да. Апайдың ұстанымында ақыры тілімізде сондай модель бар ғой. Бұл бұрын соңды болмаған нәрсе емес. Қазақша айтқанда бүйректен сирақ шығарып отқан жоқпын. Тілімізде бұрыннан бар нәрсе, сондықтан осылай істесек деп апай ұсыныс енгізген осы үш сөзге. Қалған нелерге келгенде, ал енді өз көзқарасын ол үнемі біз өзімізге дейінгі зерттеушілердің барлығын қостай беретін болсақ, ғылым дамымайды ғой. Сондықтан әр зерттеушінің, әр ғалымның өзінің ұстанымы болады, өзіндік позиция болады. Жаңа өте дұрыс айтып отырсыз. Ол қай сөзге дейін осыны келтіреміз? Қай сөзге дейін? Мысалға, басшы дегенде қазір басшы деп айтамыз ғой енді. Жоқ, Рабиға апайдың ұстанымында ол кісі тек қана к мен қ-ға байланысты.
жіңішкеріп кететін сөздер. Бұлар бізде тілімізде бар біріккен сөз дейміз, егер тұрпатын өзгертпейтін болса, тұрпатын өзгертіп жіберсе кіріккен сөздер деп айтамыз. Сол тұрпатын өзгертіп енсе деп апай сондай ұсыныс берген. Оған дейін ойланып отырып қазір мысал табуға болады негізінде. Модель болған. Ол тек қана к мен к-ге байланысты ғана солай. Егер басшы дегеннің барлығын ш мен өзгертіп, онда тіпті онда адам сөздің тұрпатын тани алмайтындай деңгейге жетеміз ғой, ол болмай қалады. Сондықтан кейбір жерде біз фонетикалық принцип ұстанамыз, кейбір жерде морфологиялық принцип. Бірақ жаңа сөздерге келгенде өз басым морфологиялық принцип ұстау керек. Ол әрине бізде бұл жерде ең бір апайдың солай жазуға мәжбүр болып отқан нәрсесі, бұл жерде біздер айтылуы мен жазылуын ескермейміз да. Айтылуда былай, жазылуда былай. Себебі мектепте оқытылмайды ғой, орфоэпия жөнінде оқытылмайды. Сөз сазы, апайдың еңбектері бар ғой, сөз сазы, емле және тыныс белгілері, қазақ тілінің анықтағышы, сонда апай өте жақсы айтады. Қалай дыбысталу керек, қалай айту керек, екі дыбыс қай жерде бір-біріне әсер етеді, қай кезде қатар тұрған дыбыстар әсер ете алмайды, ол Байтұрсынта да бар. Сонда осы жағынан келгенде Рабиға апайдың ұстанымы, біздің тілімізде модель бар ғой, модель жоқ болса тағы ойбай деп айтуға болар еді. Қолғанат, қолғабыс, қолғап дегендерде модель бар ғой, көкөніс, көгөрі, көгорай, көгал дегендерде. Сондықтан сол модельге сәйкес болса деп апай ұсыныс берген. Бірақ енді оны апайдың әзірше айтқаны, ол күйік деп жазса да, шекара деп жазса да, г-мен жазса да, к-мен жазса да, оны әзірше қателеп есептемейік, ел қалай қабылдар екен деп ұсыныс берген. Бірақ бұл пікірталас, өте көп пікірталас. Әсіресе осы қыркүйек басталған кезде қыркүйекті к-мен жазамыз ба, г-мен жазамыз ба деп талас болады ғой. Сол кезде бірінші күннен-ақ қазақ тілінің несі қалыптаспағандай болып басталатын, абыройы жоқ, ғылым дамымай қалған деген сияқты болып. Одан кейін бұрын бірге жазылған сөздердің біразын қосқан екен. Соның ішінде бақауыз, ал өкпе деген сияқты бір сөздер бар екен. Бірінші сөздің соңы дауыспен бітеді, екінші сөздің соңы дауыспен басталады деген сияқты. Қарғадым деген сияқты. Енді осылар бірге жазып қойыпты. Бізде баяғыда ереже болды, негізінде екі дауысты қатар келмейді деген ереже болды. Сосын бірақ ол бұрыннан бар проблема ғой, негізінде жаңағы мысалға біздің жақта аудан бар, Жаңарқа деген аудан бар. Оны бірақ амен жазады да, Сарыарқа деген кезде сары арқа деп жазып жүрді мысалға. Сондай бір келіспейтін жерлер, екі түрлі болып кететін жерлер бұрыннан бар еді. Енді оған ол сондай екі түрлі жазылу, даулы сөздерді көбейту мақсаты ма білмеймін, әйтеуір бірге айтылатын жаңа тіркестердің бәрін бірге қосып тастапты. Қазір бізде проблема. Мына орфоэпиялық сөздікті қарап отырсаңыздар, бір сөз, бір ғана сөз. Кейде бірге жазылады, кейде бөлек жазылады, кейде дефиспен жазылады. Сонда үшеуде тұрғанда жазып отырған адам, жазарман, оның қай нұсқасы дұрыс екенін түсіне алмайды. Ол өте қиын. Олай болмау керек. Орфоэпиялық сөздікте бір ғана нұсқа болу керек. Сосын кейде модель деген болады тілде, жаңағы не бойынша. Мысалы, бізде ағаш деген сөз. Қазір орфоэпиялық сөздікте алмағаш бірге жазылып қойды. Сосын яблоневый садтың баламасы ретінде алмағаш бағы деп қойды. Қазақтар алмағаш бағы деп айтпайды. Алмабақ деп айтады. Жиде ағашы бөлек жазылады, өрік ағашы бірге жазылады. Сол енді бір жылата, бір модель, бір жылата бірге жазылатын болса мақұл. Бізде олай емес. Шаруашылықта солай. Ауыл шаруашылық, егін шаруашылық десе бірге жазылады, ал кейбір шаруашылықта қарасақ, олар бөлек жазылады. Сонда не үшін? Бұл әрине қате. Сондықтан ол сосын Рабиға апай әрдайым айтып отыратын, оған дейін жаңа Балақаевтардың, Исмет Кеңесбаевтардың заманында тұрақты тіркес болса, ол өзі атынан да тұр ғой, тіркес деп, тұрақты тіркес. Олар бөлек жазылу керек деп. А бізде қазір тұрақты тіркестердің көбі бірге жазылып кетті. Бұл кісілердің принципі бұлар сөз деңгейіне көтерілді деген. Иә. Олар көбінесе мына неде бізде Құралай Күдеренова ханымның докторлық диссертациясы осы бірге жазу, бөлек жазуға байланысты кандидат. Сонда енді сөздердің барлығы жаңа сөз жасалудың тәсілі тек қана біріктіру емес қой. Бізде қос сөз арқылы да жасалады жаңа сөз, біріктіру арқылы да жасалады, тіркес арқылы да жасалады. Ол тек қана біріккен сөз жаңа сөз жасалады деген дұрыс емес қой. Сондықтан бұл бірге жазылған сөздерді қайтадан қарау керек, түбегейлі қарау керек. Бірге жазуға. Мысалы, Рабиға апайдың қазақ тілі аңтағышында да кейін ауырып жатқанда да шығарды, ол кісі сол 95 жастарында қазақ әдебиетінің 4 санына қатарынан шықты. Ескеретін тұстар деп. Емледе ескеретін тұстар. Сонда қай кезде біріктіріп жазуға болады, қай кезде біріктіріп жазуға болмайды, апай нақты көрсетіп берді. Мысалы, ол кісі айтады, етістіктердің тіркесі бірге жазылмау керек дейді. Бөлек жазылу керек. Немесе жаңағыдай изофеттік қатынаста тұрса, екеуде етістік болса ма жаңа біріншісінде? Иә. Изофеттік қатынаста тұрса, олар бөлек жазылу керек. Анықтауышты қатынаста тұрса, бөлек жазылу керек. Изофеттік қатынас болғанда. Мысалы, ауыл шаруашылығы
дегендер. А, Иә, бөлек жазу, мал шаруашылығы, ағыншы ауыл шаруашылығы. Бұлар бірге жазу кезінде Ахмет Байтұрсын заманында да болған. 1929 жылы 27 наурызда еңбекші қазақта жариялаған мақаласында, емле туралы деген мақаласында Ахмет Байтұрсын айтады, қазір бірге жазуға тырысушылық бар дейді, ол бірақ дұрыс емес дейді. Бірге жазуға тырыспау керек дейді. Біздің сосын Ыбырай Мамонттың да айтатыны бар. Жетістіктер бірге жазылмайды дейді, бірікпейді дейді оң әріппен. Ол бірігіп кететін болса, күрделі жетістіктер, олар өзінің тіркескен несімен қатар өмір сүре береді дейді. Қатар қолданылады. Мысалы, апар, әу баста алып бар болды ғой. Әпер, алып бер. Осының, бірақ ол біз алып бер деп те айтамыз, әпер деп те айтамыз, апар деп те айтамыз, алып бар деп те айтамыз. Екеуі қатар қолданыла береді дейді. А бізде қазір орфографиялық сөздікті қарасаңыз, біріктіріп жіберген сөз. жаңа сіз ойыңызды біліп жүрдім. Үшіншісі қандай дедіңіз? Төрт түрлісін. Анықтауыштық қатынасты. Ол қалай? Мысалы, кір сабын, иіс сабын дегеннің бәрін Рабиға апай бөлек жазады. Мысалы, Рабиға апайдың бір кереметі, енді Рабиға апай ол кісі бірнеше жыл анау Рауан баспасы, бұрын Учпес Гизі баспасында кәдімгі корректоры болып, сол жерде баспада бірнеше жыл жұмыс істеген. Практикадан келген дейсіз? Иә, практикадан әбден өткен. Сол практикадан өткеннің арқасында бүкіл ана емле тыныспеллері, жаңағы сөз сазы, барлығы сол практиканың нәтижесі. Байтұрсындың тіл құралы да солай болды ғой, 1895-тен бастап оқытушылықпен айналысты. Сосын соның ізімен ол кісі тіл құралдарын шығарды. Қате таппайсың, себебі ол жерде практикадан келіп отыр. Қалай балаға үйретуге дұрыс болады, қалай несі дұрыс болады. Рабиға апай сондай болатын. Рабиға апай сол практикадан келгеннің арқасында қай кезде бірге жазылады. Рабиға апайда мысалы әр, кей, бір деген сияқты сөздер, ол кісі айтады, егер есімдіктермен тіркесе бірге жазылады, басқа сөз топтарымен тіркесе бөлек жазылады. Сонда мысалы әркім, кім деген есімдік қой, бірге жазылады, әрқашан бірге жазылады, әрқайда бірге. Ал енді әрқалай, ал енді әр түрлі қазір бірге жазып жіберді. Сосын кейде енді бәріміз бір институтта істедік қой, енді су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Мен тіл білімі институтына біржолата жоққа шығарғым келіп отқан жоқ. Енді ішінара кейде қателіктер болады, мүмкін кейін болашақта дұрысталар, жөнделер. Сонда кейде енді ішінде жүргеннен кейін осы тіл білімі институтынан қандай сөздік шығатын болса, соның бәрін енді ішінде жүргесін бәрін біздің қатысымыз бар деп есептейді ғой. Сонда кейде құрастырушылармен сөйлесетінмін. Сонда сұрайтын, неге әртүрліні бірге жазыңдар? Соны айтады, ол бір ғана мағына береді ғой дейді. Әртүрлі деген разный. Онда алуан тіліне неге бірге жазбайсыңдар? Ол да бір мағына береді ғой. Саналы онда да бірге жазыңдар, ол да бір мағына береді ғой. Ол бір мағына береді деуге келмейді ғой. Мысалы, таң қалу дегенді бірге жазып жіберді. Бұл жерде қайран қалуды бөлек жазамыз. Бір жағы андай екеуі қосылып бір мағына беріп тұру дегенді, ол кісілер жаңағы ана сөзге де қатысы болып кете ме деп ойлай ма? Мысалға жаңағы екеуі бірге жазыла салғаны оңайырақ деген сияқты ма екен? Орыс тілінің үлгісі ғой. Орыс тілінде бір мағына, бір ұғымды ол болмайды ғой қазақ. Мысалы, қазір бір дегенмен бір қайнатым, бір салым, бір жұтым бәрін біріктіріп жіберді. Рабиға апайды олардың бәрі бөлек жазылатын. Бірмен бір, кейде әр, кей әр дегенмен келген кезде Рабиға апай есімдіктермен тіркесе ғана бірге, айтпесе бөлек деген. Төртіншісін айтып жатсаңыз апай. Төрт түрлі бірге бөлек жазылады деген. Так, анықталушы дедім. Изафет дедім, сосын етістіктер дедім. Төртіншісі? Осыны айтқан сияқты. Негізі басына төрт түрлі деген жоқсыз ба? Әйтеуір бірнеше нұсқасын. Сосын қай кезде біріктіріп жазуға болады, оны да көрсетеді. Мысалы, кейде біржолата бір атауға кіріп кеткендер болады, әсіресе мынау зоологиялық атаулар, ботаникалық атаулар, сондайлар келгенде Рабиға апай мүлдем біріктірмеңдер демей, кейбір атаулар біржолата бірге кеткен кезде оны біріктіріп жазуға болады. Енді осыны бәрін соған салып қайтадан жазып шығуы мүмкін. Біздің ұстанымыз, Рабиға апайдың еңбегі ол неше жылдан бері пайдаланып келді. Елдің арасында ол әбден мақұлданды, қабылданды. 2013 жылы сөздікке неге сонша пікірталас көп, неге қарсылық көп? Себебі ол ондай қабылданған жоқ қой. Сосын олар Рабиға апайға ұқсап практикада отырған жоқ қой неше жыл бойына. Сондықтан осы жағынан келгенде Рабиға апайдың ұстанымдарын біз қайтадан алып келуіміз керек. Жаңағы 5 түрлі қатені таңдап әкелдіңдер ғой, соның үшінші жаңағы бақауыз, алөкпе, сол бірге жазылып кеткендер болды ғой. Енді ең бір күлкілі мысал балахана деген мысал тауып алдым. Бұл енді анау оңтүстік өңірлерде бар масахананың үлгісінде жасалған ба, түсінбедім. Жақшаның ішіне балкон деп анықтамасын беріп қойған екен. Біз енді балконға қатысты әртүрлі аудармаларды естіп жүрміз, бірақ балахана деген сол сөздікте бар екенін бірінші рет көрдім сонда. Бұл қалай сонда балахана деген не ол?
бұл орфографиялық сөздікте шыны керек жергілікті қолданыстар көп кіріп кеткен. Сөйлеу тілінің элементтері өте көп. Біз ана кітабымызда оның бәрін түгел тізбелеп шыға алмадық әрине, бірақ негізгі біразын көрсеттік. Сонда енді шыны керек біз Қытай қазақтары сол балконның орнына қылтима деп қазір мазақтап жүр ғой, қылтима деп бермейді ол кісілер, самалдық деп береді ғой. Самалдық қандай әдемі, шындығында балконға шығып самал ауамен тыныстаймыз дегендей. Форточкаға да келеді самалды ашып самал. Иә, сондықтан ол балахана деген көпшілік қолданыста жоқ қой. Сондықтан мұндай жергілікті өңірде қолданылатын, мысалы әкеу деген сияқты, бұл жерде енді қате өте көп. Мысалы менің тағы бір таңғалғаным, мына шылаулар бөлек жазылу керек, иә? Иә, әкеу дегенді бірге жазып. Иә, бірге жазып қойған. Немесе ұрдажық дегенді бірге жазып қойды. Ұрдажық деген сызық дефис арқылы. Удашу дегенді дефис арқылы бірге жазып қойды. Біздер бұрын шылау бөлек жазылады, жатыс септігі бірге жазылады дейтінбіз. Ал енді қазір қалай түсіндіресіз? Жоқ, ол кісілер бүйтіп ойлайды ғой, мен түсінуге тырысып көрдім. Менде жаңағы баспамыз бар, корректорлармен отырып, сіздер қалай жазасыздар, біз кейбіреулер сол орфографиялық сөздікке жүгінеді, кейбіреулер оған дейінгі бұрынғы немен жазады, қырсық қандай енді ананы қабылдай алмайды ғой. Иә. Сол кезде жаңағы ұрдажыққа байланысты бір жарты сағат па сөйлескенбіз. Неге бұлай деген кезде. Сонда түсінгенім, егер ұрдажық мінез деген сияқты тіркес түрінде болса, онда жаңағындай болып жазылу керек дейді екен да. Ұрда дефис жық. Ал егер енді өйтіп ешкім айтпайды, бірақ айтайықшы, бар ұрда жық десе бөлек жазылады деген ойлар бар екен. Ал бізде сөздердің көбі солай ғой. Біз мағынасына қарай түсінеміз ғой. Қазақы ойлайтын адам оны ана ұрда жық адам десе, ана адамды ұрда жық деп тұр ма, әлде ана адамның мінезі ме деген сияқты, ол екеуі бір-бірінің үстіне шығып кетпейді ғой, ешқашан бір-бірінің орнына түсініксіз болып қалмайды ғой. Біздің тіліміз оншалық бір мешел тіл емес қой негізінде. Ол кісілер сондай бір ар жағындағы түсініктер сондай сияқты. Екі түрлі мағына болса, ол екі түрлі жазылу керек деген сияқты. Иә, енді ол ақылға сыймайды. Себебі бізде кейде сөздер немесе тіркестер әртүрлі қызметте болады ғой. Мысалы, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейміз. Сонда жақсының деп тұрған бұл жақсы адамның ғой. Біз оны қандайдың демейміз, кімнің дейміз. Сол сияқты ол сөйлемдегі қызметіміз. Жақсы бала жақсы оқиды. Жақсы бала қандай бала жақсы оқиды, қалай оқиды. Сонда ол мына жердегі сөйлеміне байланысты мынандай деп біз бас-басына ереже шығармаймыз ғой. Сондықтан ұрдажы ол қай позицияда тұрса да шылау бөлек жазылу керек. Ушу дейтін болсақ, ол дефиспен жазылады. Ұрда деген сөз жоқ қой. Азан-қазан десек дефиспен жазылады. Олар қос сөз. Ал енді азанда қазан, удашу десек олар шылау бітті, бөлек жазылады, бітті. Ол шылау бөлек жазылады, бір ғана ереже, оған ескерту қосудың не қажеті бар? Ақылға сыймайтын нәрсе. Сондай енді. Содан кейін біз күліп жүрушік, қалада өскен балалардың ішінде сөйтіп бір жалғауды дұрыс жалғалмайтынды, мысалға жаңағы дауыссызбен бітсе жалғанады да, дауыспен бітсе жіктік жалғау жоқ, тәуелдік жалғау. С жалғанады. Соны мысалға кейбіреулер жаңағы мысалы Камри деген машина болса, Камрисі деген сияқты бір түрлі жалғап, сол бір балалардың арасында бір түрлі бәрі елең ете қалып не дейсің деген сияқты, сондай бала кезімде сондай болады. Енді сол неде тұр екен? Орфографиялық сөздікте елбасы, жаңағы отбасы, тағы бірнеше жаңағы сысы дегенде жаңағы. Ешқайсысы, әрқайсысы, бұл жерде және орфографиялық сөздікте сорақысы ешқайсысы деген, еш деген нөл деген сөз ғой. Ешқайсысылары, сосын әр деген бір деген сөз. Әрқайсысыларымыз деп, бұл түбірді дұрыс таппай тұрды. Ахмет Байтұрсында ол анық көрсетілген, әрқайсы дейді. Әрқайсы. Ал сысы жалғанған кезде, мысалы әрқайсысы деп айтамыз, ол жерде ол с соңғысы тәуелдік жалғау. Ал енді тәуелдік жалғау жалғанып тұрғаннан кейін үшінші жақ, бұл аттас зарядтар физиканың терминімен айтқанда. Аттас зарядтар бірін-бір тибет, жалғай алмайды. Әрқайсысы тұрғаннан кейін әрқайсысыларымыз деген келмейді. Мүлдем келмейді. Және әр тұрғаннан кейін ларлер келе алмайды. Әрқайсысымыз деп келмейді. Әрқайсымыз болды. Сосын мына елбасысы келмейді. Мысалы отбасы деп айтамыз ғой. Менің отбасым, сенің отбасың, оның отбасысы демейміз, отбасы дейміз. Себебі анау тәуелдік жалғау, одан кейін ол тибет ана тәуелдік жалғау жолатпайды. Үшінші жағы тәуелдік жалғау тұр, сондықтан тибет. Менің елбасым, сенің елбасың, оның елбасы. Менің отбасым, сенің отбасың. Бітті. Сол модель сақталу керек. А бұлар ананы түбір деп шығарып алады да, елбасы, отбасы деген әрқайсысы, ешқайсысы түбір деп, сосын соның үстіне қоса береді. Ал енді әрқайсысы дегенде несіне үшінші басқа зат есімдердің бәріне есім
өсімдіктердің бәріне тәуелді жалғаудың 3-ші жағын жалғайды да, ана жерге келгенде жалғамай қояды. Себебі жалғайтын болса, әрқайсысы енді күлкілі нәрсе, шындығында күлетін ақ нәрсе. Әрқайсысы деп үшін шын мәнінде әрқайсысы бітті. Әрқайсысы, ал тәуелденгенде әрқайсысы бітті. Болды, арғы ештеңе жалғанбайды. Ал мына жақта елбасы дегенде елбасы. Үшінші жақта да елбасы. Себебі тибет ол, ата сиреттардай тибет. Бізде өз қазақ тілінің бір кереметі, кезінде Елдес Омаров та соны керемет байқаған. Елдес Омаров көп нәрсені жұрнақ жалғаулар, қосымшалар жалғанған кезде қ мен ғ арқылы береді нелерін. Сосын көбінесе өзі геометрияны аударған, физиканы аударған ғалым ғой, керемет ғалым. Математикаға көбірек жақынырақ болған, сонда көп нәрсені формуламен түсіндіреді. Сол сияқты біздің тіліміздегі нәрсені де формуламен түсіндіруге болады да. Физиканың заңдылығымен, математиканың заңдылықтарымен. Мысалы бізде қазір қолданыста әр жыл сайын, әр күн сайын деген сияқты қолданыстар бар. Сайын бар, әр бар, екеуі біреу әр деген бірді білдіреді, сайын бірді білдіреді. Үстіне қосудың қажеті жоқ қой. Немесе математикада кез келген сан ол бірге көбейтін ісі. Біз мысалы 5 деп айтамыз, шынымен ол 5 көбейту 1 деген сөз. Сол сияқты аптасына, жылына, күніне, айына десек ол 1 дегенді білдіреді ғой, бірнеше емес. Сондықтан бұл жағынан келгенде өзіміздің басқа ғылымдар пәнаралық байланыс осы жерде керек. Және қазақ тілі нақты ғылым. Кезінде Иманды осы Рабиға апай әрдайым айтып жүретін. Қазақ тілі нақты ғылым. Әдебиетте бірді бірге қоссаң 2, кейде жаңағыдай гипербола жасасаң 3, 4 болып кетуі мүмкін. Қазақ тілде бірді бірге қоссаң 2. Ол ешқашан 3 болмайды. Әдебиетте дауласқан адам бір-бірін жеңе алмайды ғой. Менікі дұрыс, расында да екеуіңкі де дұрыс, өзінше дұрыс. Анауынан ұнатпайды, мынауынан ұнатады. Ал тілге келгенде нақты тілдегі жүйе бар. Дәлелге тоқтау керек қой негізі. Сөзге тоқтау керек қой. Енді когнитивті лингвистика деген сіздің кітабыңызда сіз тілдің 4 функциясын келтіріпсіз ғой. Әлемді тану құралы, жаңағы әлемді тану құралы, білімді жеткізу құралы, бірінші қарым-қатынас құралы, сосын әлемді тану, сосын білімді шоғырландыру, яғни сол жинайтын жері деген сияқты. Шоғырландыратын несі құрал дегендей. Сосын 4-ші жаңағы білімді беру құралы депсіз ғой. Осы жерде негізі енді бұл жалпы әлемдік когнитивті лингвистикада да бар, осыдан басқа 4-ін 5-ші жоқ шығар енді мүмкін деп ойладым өзімен. Солай мойындалған нәрсе шығар деп. Егер осылай болатын болса, осы жерден бір күшті нәрсені шығаруға болатын сияқты. Бізде қазір қазақша сөйлейтіндер бар ғой. Соның ішінде басқа мәдениеттен сусын алған кісілер жаңағы білімді басқа тілмен шоғырландырған сол бір функцияны басқа тілде жасаған адамдар өте көп. Ол қазақша сөйлейді, ол әлемді қазақша таныған негізінде, бірақ білімді басқа тілде жинағандықтан және оны қазақша қазір бергісі келеді. Сондықтан ол бір мәдени туындымен жаңағы бір бетпе-бет келген кезде де ана өзінде бар нәрсені іздеп соған ұқсамаса ұнатпайды ғой мысалға. Сол сияқты тілді де солай қарайды. Ана өзінің білім алған тіліндегі нәрсеге ұқсатуға тырысады, жазса солай жазады, жаңағындай осы оған оғаш көрінеді деген сияқты. Осындай бір қиындық, өте бір қиын. Енді осының ішінде қазақ адамдар, жаңағы 4 функциясы да қазақша болған адамдар жеңе ме, осы жеңілген күйінде жеңіліп кете бере ме, білмеймін. Осы жағы кішкене қиындау. Бізде қазір ең қорқыныштысы, бізде осы уақытқа дейін орыс тілінің ықпалымен кетіп қалдық. Мысалы Ахмет Байтұрсынның айтатын сөзі бар ғой, керемет. Халықтың өмірі 1 жылдап, 10 жылдап салынбайды, 100 жылдап, 1000 жылдап салынады. Әр халықтың өзінің дағдылы жолы болады. Ноғайша үйреніп дағдыланғандар ноғайша кетіп қалады. Орысша үйреніп дағдыланғандар орысша кетіп қалады. Біз осы уақытқа дейін шыны керек орысша үйреніп орысша кетіп қалдық. Енді масқара болғанда ағылшынша үйреніп ағылшынша кетіп қаламыз ба деп қорқамын. Себебі ағылшын тіліндегі нәрсені біз сұрыптап жатқан жоқпыз. Мына қазақ тілінің заңдылығына қаншалық сәйкес келеді, қазақ тілінде осының баламасы бар ма деп жатқан жоқпыз. Бәрін қатарынан алып жатырмыз. Сондықтан бұл жағынан келгенде өте қорқыныш басым. Сондықтан бұған шектеу қою керек. Біздің тіліміздің әлеуетін күшейту керек. Тіл организм ғой. Оны тұншықтыра беретін болса, ол өзінің әлеуетінен айырылады. Керісінше оған мүмкіндік беруіміз керек қой. Мысалы, осы уақытқа дейін музей дегеннің баламасын мұражай деп келдік. Архив дегеннің баламасын мұрағат деп келдік. Қолтырауын. Қолтырауымыз болды, ғаламторымыз болды. Әпесем келе жатыр еді ғой. Соның негізінде ары қарай дамитын еді ғой. Біз қазір бәрін тоқтаттық. Бір ғана сөздің кесірінен, процент деп айтам, мен пайыз деп айтпаймын деген бір ғана сөздің кесірінен жаңаның бәріне тоқтау салды. Ал тіл тірі организм. Ол бір сөз солай қалыптасқаннан кейін, ол кейінгі жаңа сөз жасамға негіз болып тұрады, жаңа сөздердің жасалуына тірек болып тұрады. Сондықтан біз өзіміздің тілімізді, жаңа Байтұрсыновтың керемет сөзі бар, Қытай қатындарының аяқтарындай байлай бермеуіміз керек деп. Біз шыны керек одан бетер қысып байлап тұрмыз. Тілдің тірі организм екенін ескеріп жатқан жоқпыз. Оны неше түрлі сөздермен қосып жатырмыз. Кезінде
Байтұрсыновтардың, Халелдердің ұстанымдары, Елдестердің, Қошкелердің ұстанымдары: бірінші қазақ тілден балама іздеу, екінші қазақ тілінде табылмаса түркі тілдеріне іздеу, одан да табылмаса қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына сәйкестендіре отырып шет тілдің сөзін алу. Біз оның біреуін де ескеріп жатқан Оның жоқпыз. өзінде және орысшадан алғаннан гөрі Еуропа тілдерінен алған дұрыс жоқ қой. Оны біз ескеріп жатқан жоқпыз. Сол ескермегеннің кесірінен біз қазір біздің тілімізде 2Ф қатар келмейді, офлайн. Біз қазір 2Ф-мен жазып жатырмыз. Немесе бұрынғы президент дегенде біз дефис жазбаймыз ғой. Қазір экс-президент дегеннің бәрін дефиспен жазып жатырмыз. Не үшін? Әрбір деген сол сөздің не үшін қажеті бар? Бізде баламасы бар ғой оның орнына. Сондықтан бұл жағына келгенде біз шеттің бір жылтырағына қызыға бермеуіміз керек. Біз осы сөзді білеміз, сондықтан мен ағылшын тілін білемін деп көрсетпеуіміз керек. Байтұрсындар бірнеше тіл білді ғой. Ол жапон тілін, қытай тілін, ол сол тілді біліп қана қойған жоқ, сол тілдің жүйесін білді, сол тілдің заңдылықтарын білді. Бірақ ол тілде сөйлеп кеткен жоқ, ол бәрінен қазақ тілін жоғары қойды ғой. Қошке де бірнеше тіл білді, Елдес те бірнеше тіл, Әлихандар бірнеше тіл білді. Бірақ сол тілді білетін көрсетіп қалуға тырысқан жоқ қой. Ол сол білімін осы тілді дамытуға ғана жұмсады ғой. Ұлттың мүддесі, ұлттың тілі бірінші орында тұру керек қой. Сен жаңа орыс тілі мен ағылшын тілінің ықпалын айттыңыз ғой, одан бөлек мен бірнеше тілдің ықпалын байқап жүрмін. Практикадан байқағандарым ғой. Ол енді ғылымда қаншалық қарастырылып жатқанын білмеймін. Бізде өзбек тілінің ықпалы бар. Өзбек тілінің кәдімгі үлкен ықпалы бар. Кезінде мына өзбекше кинолар 2000 жылдары көп тараған екен, дискімен тарайтын кезде. Соны көріп өскен балалар кейін қазір кино түсіріп өздері сөйтіп жаңа шығармашылықпен айналысып жүр ғой. Солардың тудырып жатқан дүниелерінде сол жақтың сөйлеу, калькалап сөйлеу, өзбекше сөздерді, қазақша сөздерді өзбекше біріншіден жаңағы интонациясына әсер етеді, екіншіден жаңағы сөздің сөйлемнің құрылымына да кішкене ықпалдар бар. Одан бөлек араб тілінің ықпалы бар, жаңа діни нелер арқылы келген кезде, діни мәтіндердің аудармасының кезінде дегендей. Сосын түрік тілінің ықпалы бар, жаңа түрік лицейлерінің ашылуы, Түркиямен тығыз байланыс жасағанның әсерінен. Одан бөлек бір қызығы ұйғыр тілінің ықпалы бар, аз болса да. Мына Қытай қазақтар келген кезде сол жақтағы ұйғырмен көрші отырғандардың тілінде біраз дүниелер бар. Сосын бір қызығы моңғол тілінің ықпалы бар екен бізге. Моңғолия қазақтарының тілін кейде қызықтап, кейде үлгі қыламыз ғой енді, бірақ көп өздеріне тән сөздердің көбі ол сол жаңағы моңғолшадан келген калькалар екен. Енді кейбіреулер кіріп кеткен де жақсы, әрине. Ол тіл өзі сөйтіп керегін алып алып байиды ғой. Бірақ жалпы осындай тілдердің ықпалы бар екен қызық болған кезде. Білмеймін енді оның ақыры не болады. Байтұрсынның керемет әдебиет танығышында айтатыны бар ғой, 1926 жылғы әдебиет танығышында. Орыстар дейді, жат сөзден қашып отыр, жаңа сөздерден қашып отыр, ескі сөздерден қашып отыр, жергілікті сөздерден қашып отыр. Біздер ең болмағанда жат сөздерден қашуымыз керек деп. Ал біз жат сөздерден қашпаймыз, керісінше өте дұрыс айтып отырсыз. Біз сол жат сөзді, бір сөз болса да соны біздің білетінімізді көрсетіп қалғымыз келеді да. Бұл дұрыс емес. Енді жаңа бір-екі рет тиіп қашып айтып өттік. Енді осы қазақы танымдағылар, жаңағы білімді қазақша алғандар, жаны ашитындар, бұрынғыға бір табан қазақы тәрбиеде өскен, бұрынғының бір жұқанасы бар адамдар енді барған сайын азайып бара жатыр ғой. Мәдениеттегі соғыс бөлек әңгіме. Мүмкін ол жерде жеңу оңайлау болуы да мүмкін. Өйткені жаңа салт бар, тұрмыс бар, мінез бар деген сияқты, бұрынғы мұра бар дегендей. Енді тілдегі біздің қазақ тілінің рөлі кейінгі орынға шығып тұрған осындай заманда әлі өзінің орнын алмай жатыр, әлі төрге шыға алмай жатыр. Жаңағындай жан-жақтан келіп жатқан ықпалдардың заманында мынау не істеу керек? Мысалға енді уақыт өтіп бара жатыр, барған сайын қай қатемен алысып отырамыз, және де сөйлеген сайын біздің сөзіміз ешкімге әсер етпейтін болса, солай сол күйі жеңіле береміз бе? Жалпы не істеуге болады осы жағынан? Бұл жерде түбегейлі негізі рухани жаңғыру Назарбаевтың ұстанымы деді да, сол Назарбаевты кінәлаған кезде рухани жаңғыруда бірге кеткендей болып жүр ғой. Негізі рухани жаңғыру керек, түбегейлі жаңғыру керек. Сосын өзіңіздің идеяңызбен кезінде сөздерді бірге жасадық қой, өзіңіздің идеяңызбен. Сол сөздер сияқты кітаптарды көбейту керек. Соның қате екенін, дұрыс емес екенін ел білу керек, көпшілік білу керек. Сосын бүкіл орфографиялық сөздіктеріміз бар, грамматикамыз бар. Енді 2002 жылғы грамматика шыққанда, академиялық грамматика,
оның фонетика тарауын иманды болсын профессор Арымхан Жүнісбек керемет қылып жасап берді. Ұлттық негізде кәдімгі қазақы терминдермен енді морфологияны, синтаксты сөйтіп өзіміздің қазақы негізде дұрыстап жасауымыз керек. Байтұрсынов ұстаздарын басшылыққа ала отырып. Әйтпесе бізде қазір бір сөз біресе істеу, біресе есімдік болып жүр. Мысалы әлдеқашан, әрқашан деген сөздер біресе белгісіздік есімдігі дейді, біресе мезгіл істеуі дейді. Немесе бір-бірден, екі-екіден, бір-бірлеп, екі-екілеп дегенде біресе топтау сан есімдер дейді, біресе топтау істеулер дейді. Осындай нәрселердің бәрін тоқтату керек. Яғни істеу болу керек па, сан есім? Негізі бір-бірлеп дегендер істеу, ол қазір қазақ грамматикасында әрі сан есім, әрі істеу деп жүр. Шын мәнінде келгенде бұлар істеу емес, бұлар етістік. Бір-бірлеп кіргізді, мынау не ғой, кімнің Айғанымға көңіл айтып келген кезде Байдалы бидің екеуледі Айханым, үшеуледі Айханым, төртеуледі Айханым деп бүкіл жағдайын айтып келетін бар ғой, жаңағы уақытылы көңіл айтып келе алмағанның себебін. Сол жердегі екеуледі деген сол екеулеп, үшеулеп, төртеулептің түрі ғой. Тек көсемше жалғанған. Көсемше етістіктің, көсемше етістіктің алдына келгенде қалай деген, қайтып деген сұраққа жауап береді. Мысалы, жаяу келді, қалай келді? Жайлап сөйледі, қалай сөйледі? Жаяулап келді дейді. Сонда жайлап сөйледі, ақырындап келді дейтін болсақ, бұның бәрінде қалай деп деген сұраққа жауап береді екен деп үстеудің мағыналық тобын жасай бермейміз ғой. Үстеу көсемше қызметінде келгенде етістіктер көбінесе соның қимыл әрекетінің жаңағыдай түр сипатын білдіреді, сипатын білдіреді, содан қалай деген сұраққа жауап береді. Бірақ оның бәрін біздер үстеуге жатқыза бермейміз ғой. Сол сияқты алып қарау керек та, бір-бірлеп, екі-екілеп дегенде. Ал енді бір-бірден деген кезде бұл мүлдем күлкілі нәрсе. Негізі оны сан есім мағыналық тобына да, үстеудің мағыналық тобына жатқызудың қажеті жоқ. Себебі бұл жерде жақсының жақсылығын айт, көңіл тасына дегендегі жақсы адамның ғой, жақсы кісінің. Бұл жерде кісі адам деген сөз түсіп қалып тұр. Жақсы жақсының. Сол сияқты бұл жерде бір-бірден дегенде бір-бір баладан кіргізді, бір-бір дәптерден таратып берді, бір-бір кітаптан берді деген сияқты. Бұл жерде кітап, дәптер, бала деген сөздер түсіп қалып тұр ғой. Сөздер түсіп қалып тұр да, енді зат есімге жалғанатын қосымша біржолата сан есімге жалғанып кетіп тұр. Сондықтан бұл жерде оны бір жаңа мағыналық топ қылып шығарудың қажеті жоқ. Біз жақсының жақсылығын айт дегенде, ол жақсының дегенде бір мағыналық топқа жатқызбаймыз ғой. Ол жай затсы мақтанып тұрған сын есім деп айтамыз. Сын есім, бірақ затсы мақтанып тұр. Байтұрсыновтың термині затсы мақтану, сынсы мақтану, үстеусімектену деген маған өзіме өте ұнайды. Субстантивтену, адвербиалдану, аддиктивтену деген орында. Бірақ осы жерде солай болып тұр деген. Тек осы жерде, осы сөйлемде ғана. Сонда бір-бірден кіргізді дегенде, бір-бір баладан кіргізді, бір-бір оқушыдан кіргізді, бір-бір кітаптан таратты, екі-екі кітаптан таратты, болды. Оны мағыналық топ жасаудың қажеті жоқ. Осындай нәрселердің барлығы Байтұрсыновтың еңбектерінде тұнып тұр. Сосын біздер қазір сан есімнің мағыналық топтарын, топтау сан есімдері, жинақтау сан есімдері неше түрлі шығарып алғанбыз. Ал жинақтау сан есімдері деген Байтұрсыновта жоқ. Жадағай сан есім дейді. Және оны есептік сан есімнің ішінде береді, оны жеке мағыналық топ ретінде бермейді. Біздер жинақтау дегенді қайдан алдық? Орыстың собирательный числительный алдық. Собирательный жинақтау деп калька жасап алдық та. Қазір балалардан сұрасақ, жинақтау, топтау екеуі шатастырады. Қайсы жинақтау, жинақтау, топтау екеуі синоним сөздер ғой. Сонда ал бір ғана нәрсе болса, біреу деген сөз, бір ғана нәрсе, оны қайып жинақтайсың өзі, бірақ нәрсе. Орыстарда бір дегеннен олар собирательный числительный жасалмайды. Оларда двое, трое, четверо, пятеро дейді да. Сосын обе, оба. Бірақ біреу дегенде оларда жинақтық сан есім шықпайды. Оларда собирательный мағына бар. А біз сол орыс тіліндегі заңдылықты алғанбызда қазақ тілінде жинақтық деп қойғанбыз. Шын мәніне келгенде бұл жерде Байтұрсыновтың ұстанымы өте жоқ. Жадағай дейді. Жадағай деу арқылы ол кісі норманы да түсіндіріп тұр. Себебі біз бір бала, екі бала, үш бала деуіміз мүмкін, бірақ біреу бала деп айтпаймыз ғой. Үшеу бала деп айтпаймыз. Сонда бұл өзінен кейін зат есім тіркестіре алмайды, ерте алмайды. Сондықтан жадағай деп айтып тұр да. Атаудың өзінде норма тұр. Қандай керемет. Сонда біз сол атауларды неге алмаймыз? Неге біз неге өзге тілдердің ықпалымен кіріп кеткен нәрселерді өзгеше орыс тіліне ұқсату, немесе қазір ағылшын тіліне ұқсатып, сол бір тілдегі заңдылықты бір тілге телуге болмайды ғой. Сондықтан біз өзіміздің тілдегі заңдылықтарды анықтап алсақ, өзіміздің жүйемізді түсініп алсақ, сосын соның бәрін дұрыстап жазсақ, бүкіл Байтұрсыновтың еңбектерін басшылыққа Қошкелердің 20 ғасыр, жаңа сөзім басында айттым ғой, 20 ғасыр бұл қазақ ғылымының алтын ғасыры. Сол кездегі еңбектер қазір назардан тыс қалып жатыр. Бізге шыны керек кезінде Мәскеуде, Орынборда, Қазанда баяндама жасағанымызда, терминдерге байланысты қазақ тілінде осылай бейімделеді деп айттық қой, екі дауысты қатар келмейді, өзің айтып отырғандай, немесе екі дауыссызға сөз аяқталмайды, тек қана дауыссыз диптонг болғанда үндіден кейін қатаң келе алады, басқаша келе алмайды дегендей. Метр театр дегендерді біз қазіргі жазып жүргенмен 20 ғасырдың басындағы жазу мүлдем ұқсамайды бір-біріне деген. Сонда олар бұны қалай анықтадыңдар деп таң қалады.
соны біз аңықтаған жоқпыз енді, бұны Байтұрсыновтар айтып кеткен кезінде халелдер елде керемет не деген бақытты халықсыңдар, біз анықтай алмай отырмыз дейді да. Әсіресе татарлар осыған қатты риза болды, қандай керемет, осыны мақаланы орысша бізге жазып беріңізші деп. Сонда олар соны іздеп отыр. А бізде Байтұрсыновтар соның бәрін сол кезде, біз шеттен сөзді алғанда сол тек формулаға салуымыз керек, болды, өзінен өзі шығып тұр. Бізде класс, грамм дегенде біз 2 м жазудың қажеті жоқ. 20 ғасырдың басында ғырам деп жазған. Сөздің басында үндімен, ұяңмен үнді қатар келе алмайды. Ғырам, класс деп жазған. Біздер класс деп қазір 2 с-мен жазып жүрміз ғой. Класс деп жазған. Сол заңдылықтарды басшылық алуымыз керек, ұстанымдардың бәрін басшылық алуымыз керек. Сонда біз тілдің жүйесін түсінеміз. Ал қазір өзіміз тілдің жүйесін түсінбегеннен кейін, оны басқаларға дұрыс түсіндіре алмағаннан кейін, тілде жүйе бар десең бәрі таңғалады, қайдағы жүйе? Байтұрсынов өзінің тіл құралдарын дыбыс жүйесімен түрлері, сөз жүйесімен түрлері, сөйлем жүйесімен түрлері бекер айтып отқан жоқ. Осы ұстаным Фердинанд Сассюрде де бар. Тілді жүйе деп жүйенің бар екенін көріп отыр ғой. Иә. Біздің ана қазақ тіліндегі жүйенің орфографиялық сөздіктегі көрінісі деп кітапқа атау беру бекер болған жоқ. Тіл дегеніміз жүйе. А ол жүйе бұзылатын болса, Байтұрсынов тіл деген ол әдебиеттанушында айтады ғой, тіл өрмек сияқты дейді. Бір жеп үзілетін болса, тарқатылып кетеді дейді. Немесе тіл деген үй салуға ұқсайды дейді. Оның егер материалы бір кірпіші, құмы, топырағы, балшығы дұрыс болмайтын болса, ол үйің сапасыз болады дейді. Сол сияқты біздер қай жерінде бір нәрсеге дұрыс немқұрайды қарадық, бітті. Емленің бір жерін немқұрайды қарадық па, басқа жақтан шығып жатыр. Бұл жүйе біріне міндетті түрде екіншісіне әсер етеді. Сондықтан біз осыған бір жауапкершілікті арттыруымыз керек та. Ол билік бізге өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр емес. Сосын шынның керек, мынау стандарт өзгерту керек, қазақ тілінің бағдарламаларын өзгерту керек, қазақ тілінің оқулықтары негізгі нысаны қазақ тілі екенін, сол арқылы балаларды дұрыс сөйлеуге қазірден тәрбиелеуіміз керек. Университетке келгенде біз балаларымыз бастауыш пен баяндауышта ажырата алмай отырса, сөз таптарына ажырата алмай отырса, біз нөлден бастап қайтадан бере алмаймыз. Мектепке, университетке келгенде қазақ тілі әдебиетін таңдаған бала, ол соған ынтасы бар, қабілеті бар, соны түсінетін бала келу керек. А мектепте қазақ тілі оқытылмайтын болса, олар қайдан біледі оны? Мектепте норма үйретілмейтін болса, соның қайда екенін қайдан біледі? Оны ата-ана қайдан біледі, басқалар қайдан біледі? Сондықтан бұл хаосты тоқтату керек. Енді сіздің үлкен идеяңыз жаңа 30-шы жылдардан бастап кеткен еуропоцентристік бағытты кері қайтарып, бір ғасырға жақындап келе жатырмыз. Бір ғасыр болмай тұрғанда дейсіз ғой. Қайтадан бұрынғы қалпымызға түсу керек дейсіз ғой. Әрине біз тура сол қалпынша көшіре салу керек деп айтпаймыз. Себебі тіліміз дамыды, өзгерді. Мысалы Байтұрсынов 15 райдың түрін көрсетеді ғой. Бірақ біздерде қазір айтуы керек, айтуы қажет, айтуы тиіс деген сияқты, қажет, тиіс деген сияқты сөздермен келетіндер бар. Байтұрсыновда олар жоқ. Біздер сондай нәрселерді қосуымызға болады. Себебі тіл дамыды ғой, өзгерді ғой. Ол кезде құрылымдар мысалы барарға керек, бармаққа керек деп абайлар сөйледі. Біздер қазір сөйлемейміз ғой. Сондықтан тілдегі өзгерістерді біз ескере отырып бәрін жүйелеуіміз керек, дұрыстауымыз керек. Бағана сол компромисс деген нәрсе негізінде сол еді ғой, сол күйінде. Ол өзгерістерді міндетті түрде, ол өзгерістерді ескеруіміз керек міндетті түрде. Ал енді тілдің заңдылығы, тілдегі норма болып тұрған нәрсені ол жерде ешқандай өзгеріске рұқсат бермеуіміз керек. Енді осы жерде сіз 20-шы деп сөйлейсіз. Осыны таң қалып басында қалай сонда бұны байқамағанбыз деген сияқты сөйтіп, одан кейін енді шамам жеткенше сөйтіп айтуға тырысам, көбіне жер басыншыға кетіп қала береміз ғой бәрібір. Және де сөзім жеткен жерге дейін айтамын, негізі ол осылай екен. Неге дейді, өйткені 6-шы демейміз, 26, екеуі де дауыстымен бітіп тұр. Одан кейін 2 мысалға, 7 бәріне інші жалғанып тұрды. 20 дегенде с деген пайда болыпты. 20 сыншы. Және оны 2-ші, 6-шы, 7-шіні түсіндіре аламыз. Қазақ тілінде 2 дауысты қатар келмейді, сондықтан біреу түсіп қалады деп. Ал 20-шы дегенде өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйреткеннен с қайдан пайда болды, не үшін жалғаймыз, түсіндіре алмаймыз. Мүмкін емес түсіндіру. Және өзге түркі тілдерінің бәрінде 20-шы деп береді, біреуінде 20-шы деген нәрсе жоқ. Біз қосып жібергенбіз. Ана уақытысында, уақытысымен деп айтып, екеуісі, мынауысы. Орфографиялық сөзде уақытысы деген көрдім бе деймін. Сондықтан бұлардың бәрін тоқтатуымыз керек. Және Байтұрсынов еңбектерінің біреуінде 20-шы деген сөз жоқ. Мәулен Балақаев кезінде соған қатты ашуланыпты. Негізі орфографиялық сөздік, енді мен қазір ат жөнін айтпай ақ қояйын. Орфографиялық сөздікті бір жас жігітке берген. Орфографиялық сөздікті ол баспаға, сол 70-ші жылдар. Орфографиялық сөздікті баспаға апарып беру керек болған. Бірақ ол жігіт кетіп бара жатқан кезде 20-шы деп жазылып тұрғанның үстіне птичка қойып сыны қосып жіберген ғой. Содан басталған. Ол кісі неге өйткен? Прикол болды ма, өзіне мақала керек болды ма? 60-шы жылдары
20-шы деп жазған ба? Иә. Оған дейін ол сол орфографиялық сөздік шыққанға дейін 20-шы деп жазылып келген. Кейін ана сөздік шығып кеткеннен кейін Күніге 70-ші жылдар деген. Иә, Мәулен Балақаев соны көріп қатты ашуланыпты. Сен құрттың, тілдегі жүйені бүлдірдің деп. Шындығында жүйені бүлдірді. Қазір уақытысымен біреусі балалап кете береді ғой, туа береді бірінен кейін бір. Бұл жерде жаңағы 60-шы, 70-ші дегенде 60 пен 70-мен бітіп тұр ғой. Онымен салыстыруға содан кейін біз байқамай қалатын шығармыз мүмкін 20-шы. Ол ана 60-70 дегендегі ол ана 10-ды білдіреді. 80 дегендегі 8-10, 90 дегендегі 9-10 ол ондықтарды білдіреді. Ал мына жерде 20-сы, бүгін нешесі? 20-сы, 2-сы, 6-сы. Бірақ нешінші? 2-ші, 6-шы, 7-ші, 20-шы. Содан кейін құлағымыз үйренгеннен кейін байқамадық па, 20-шы дегенде сол сияқты болып кетті ме екен әйтеуір. Енді осы жерде мысалға сіз Бейжің деп сөйлейсіз, кейін бір баспа Харри Поттер деген бұрын енді Гарри Поттер деп миымызға құлағымызға орыс тілі арқылы келсе, ол Харри Поттер деп. Осы нәрсе басқа баспаларда да көріне бастады. Мысалға жаңағы Хатиканы Хачико деп па сөйтіп аударыпты, жаңағы жапондар солай айтады деп. Енді осы жерде бір мәселе бар. Бұрын біз орыс тіліне бейімделген нұсқада алып дайын үлгісін алып жүрдік қой. Енді біздің өзіміздің бейімдеген нұсқамыз тұрақты бір ережесін қалыптаспаған ғой әлі. Мысалға жапонның бір сөзі шығады ертең, норвегтің бір сөзі шығады, Африканың бір халқының бір сөзі шығады. Мысалға андай бізде жоқ бір дыбыстар ғой, таңдайын қаққан сияқты бір дыбыстар. Оларды не істейміз, мысалға қалай бейімдейміз, оны ағылшынға қараймыз ба, не істейміз деген сұрақ келіп түсті маған. Иә, өзіміздің тілдік жүйеге қарауымыз керек. Гарри Поттер дегенде, Гарри дегенде г-мен а келе алмайды. 20-шы ғасырдың басында 1929 жылы 2-4 маусым аралығында Қызылордада ғылыми орфографиялық конференция болады. Латын жазуына көшуге байланысты. Сол конференцияға Ахмет Байтұрсынұлы ол жерде Каспийдің профессор болып жүрген жерінен Қызылорда ол кезде Астана әлі көшпеген Алматыға. Сонда Қызылордаға түскен бойдан пойыздан тұтқындайды оны. Пойыздан түскен бойдан конференция қатыстырмайды. Себебі конференцияның қаулысы алдын ала шешіліп қойған. Ол конференцияда Елдес Омаров қатысады, Қошке Кемеңгерұлы қатысады, тілдегі жүйенің бәрін бұзып, әсіресе Юдайкиннің тарапынан керемет қатты бұзылады. Сонда Елдес Омаров пен Қошке Кемеңгерұлы әр шырылдайды, бер шырылдайды. Болмағаннан кейін протоколда сөйтіп жазады, стенография есепте сөйтіп жазады. Демонстративно ушли. Орнынан тұрып кетіп қалуға мәжбүр болады. Себебі тілдің дымын қалдырмайды. Сонда сол неде жиналыста сөйлеген сөзінде Қошке Кемеңгерұлы айтады: қазақтар акт деп сөйлей алмайды дейді. Акт деп сөйлей алмайды дейді. Акт дейді ғой. Иә, оның орнына акт деп сөйлейді дейді. Сен а тұрған жерде к келе алмайды. К тұрған жерде а келе алмайды. Протокол деп сөйлей алмайды дейді. Протокол деп айтады дейді. А біз қазір орыс тілінде қалай тұрса, прокурор деген сияқты ғой. Біз орыс тілінде қалай тұрса солай айтып жүрміз. Біздің мына артикуляция базымыз бәрі құрып кетті, бұзылып кетті. А ол кезде бұзылмаған еді. Сол сияқты Гарри дегенде г тұрған жерде а келе алмайды. Мысалы 20-шы ғасырдың басында газ деп бермеген, олар ғаз деп берген, ғымен берген. Сондықтан біз осы жағынан Харри емес, онда Гарри болу керек па біздікі? Өзіміздің тілімізге сәйкес. Осы жерде мәселе бар ғой, бұның ережесі қашан жасалады? Ереже Байтұрсыновтардың жаңа ережесі бар. Екі дауысты қатар келмейді, сөздің басында осылай келмейді деген сол ережеге салуымыз керек болды. Сосын оны тек қана сонымен емес, сосын соны жетілдіруіміз керек. Қазір жаңадан қосылып анау ережелерге сәйкес келмейтін тұстардан өзіміз қосуымыз керек. Тілдің заңдылығын, тілдегі жүйені басшылық алып отыр. Ғалымдардан бұрын практика жасап жүрген жаңағы әр саланың мамандары өздері бастап жатыр ғой бұл енді. Бұл кезінде тарихшылардан бұрын жазушылар тарих жазып кеткен сияқты. Сондай бір қоғам тарапынан енді бір сондай сұраныс болып тұр ғой қазір. Негізі бір комиссия құрылу керек. Комиссия құрылып, мысалы, қазір енді орфографиялық сөздікті қайта жөндейміз деп комиссия құрылып жатыр ғой. Енді Алла бұйыртып сол дұрыстап жөнделсе екен деп ниеттенеміз. Сол сияқты кез келген терминде бәрінде комиссия құрылу керек. Қазір біздер жаңа терминдер қалай жасалып жатыр? Біздер шетелдегі нұсқа алынып жатыр да, сосын ландыру, дандыру деп қана қосымшалар ғана жалғанып жатыр. Дықтық деп қана болды. А онымыз дұрыс емес қой. Біз мысалы 20-шы ғасырдың басында Үмбетбайұлының құрастыруымен әскери атаулар сөздігі шығады. Сонда авангард, арьергард дегендің қазақша баламасын береді. Біз қазір авангард, арьергард әлі сол күйінше қолданып жүрміз ғой. Тіпті арьергард дегеннің не мағына беретінін де білдірмейміз. Сол кезде авангард дегенді алға әскер дейді. Арьергард дегенді артқы әскер дейді. Артқы әскер, алғы әскер десе қандай түсінікті? Немесе субстантивтену, адвербиалдану, аддиктивтену дегеннен гөрі затсымақтану, үстеусімектену, ысынсымақтану қандай түсінікті? Сондай қылып алсақ біздің тілімізге де
өзіміздің тіліміздің заңдылығы ғой. Біз неге қазір түпнұсқа күйінше алып жатырмыз? Себебі көп жағдайда біз сол сөздің мәнін, мағынасын түсінбейміз. А ол кезде керемет түсінген. Сосын сол салалық сөздіктерге керемет қылып енгізген. 20 ғасырдың басында мысалы Қара Тышқанның мысалы Марғұланды біз жаңа мәдениеттанушы ретінде, тарихшы ретінде білеміз. Мықты лингвист болған негізі, ол кісінің терминге қатысты көп нәрселері бар. Сосын мына пән атаулары дұрыс па деп бірнеше жариялап тұрған ол кісі жаңа терминдерді. Бізде қазір өйтіп ортаға салу, ақылдасу деген жоқ қой, мүлдем жоқ. Қара Тышқанның 1927 жылы шыққан пән сөздері деген болған. 1925 жылы қазақша орысша тілмаш шыққан. 1926 жылы әскери атаулар сөздігі шықты. 1931 жылы алаш зиялылардың бәрін айдап қуғындап жібергеннен кейін бірде-бір фамилия көрсетілместен атаулар сөздігі шықты. Сондай сөздік көп. Қазір мұрағатқа барсаңыз, орталық мұрағатта Алматыдағы неше түрлі сөздіктер жатыр. Қолжазба күйінше. Олар тіпті баспаның бетінде көрмеген керемет баламалар бар. Қазір біздер мына механика, нақты ғылымдарға келгенде термин жоқ дейміз ғой. Тұнып тұр. Сол сөздіктерде бар. Керек болатын болса сол кезде қанша дайындағанмен жарыққа шықпай қалған Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың алгебрасы бар ғой. Сол жерде мысалы формула дегенді өрнектеп береді, анау трапецияны қос табан деп береді. Өзіміздің ұлттық мысалы немесе Елдес Омаровтардың геометриясы, физикасы, Қошкелердің химиясы, сол жерден терминдерді алуымызға болады ғой. Сосын сол жерде қалай бейімдеді олар қазақ тіліне. Сол да бізге үлкен жаңалық болады. Ол ана жердегі зерттелген жоқ қой, сонда қалай бейімдеді деген нәрсе. Дұрыс зерттелмей тұр. Біздерде бір мына Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың кітабын шығарған кезде немесе басқа да кітаптарды шығарған кезде көбінесе қазіргі кезде қалай таңбаланып жүр солай беріп кеткен. Ол қате. Біз өзіміз Елдес Омарұлының кітабын, Молдағали Жолдабаевтың, Телжан Шонановтардың біраз енді алаш зиялыларының кітаптарын шығарғанда біз түпнұсқада қалай тұрса солай беруге тырыстық. Әсіресе мысалдарға келгенде қалай тұрса солай беруге тырыстық. Себебі бұл өте маңызды. Және бұл қиянат болмайды. Біз егер орыс тілінде қалай таңбалаған күйінше қазіргі нормаға салатын болсақ, ол қиянат. Олар тілдің заңдылығын ескере отырып, тілдік жүйеге сәйкес соны бейімдеді. А ол бейімдеген нәрсені біз Ахмет Байтұрсын айтады, түпнұсқа күйінше жазу қате дейді, адасқандық дейді. Орыстар өздері бейімдеп алып жатқанда біз өйтіп жазып, Халел Досмұхамед те сөйтіп айтады. Өйтіп жазатындар ертең тілді құртады дейді. А біз оларды сол сөйтіп айтып отырған адамдардың еңбектерін қазіргі жазуға түсірген кезде біз орыс тілінде қалай тұрса солай беріп жүрміз. Ол қате. Әліпбидің ауысқанның кесірінен соны түпнұсқадан оқи алмай тұрмыз. Өзгерткен кезде қалай өзгертеріміз, қалай көшірген кезде қалай көшірерімізді білмей отырмыз аударған кезде. Жаңа сіз акты деп айтамайды қазақтар дедіңіз ғой. Сонда қазір бізде андай ереже бар ғой. Лер тек қана мысалы актер болса, режиссер болса, оған жіңішке ана жалғанады деген ереже бар ғой. Лер, лар жалғанбайды. Жаңа режиссер болса режиссер, лер деп бірақ айтқан кезде қазір бәріміз режиссерлар деп айтамыз ғой дейді. Актерлар деп айтамыз ғой дейді. Мен де басында ойлағам, неге бұлай екен деп. Онан Ұларбек Нұрғалым деген сіздің ініңіз енді маған аға болып келетін кісі бар ғой. Сол кісі айтады, негізі ол актерлер болу керек еді ғой деп. Сол кезде барып түсіндім, ана ережені шығарған адамдар жаңа сіз айтып отырсыз ғой, акті деп айтамайды деп, акт деп айтамайды деп. Олар айтамаған ғой актер деп. Сосын өзінше актер деп айтқаннан кейін де лер жалғап тұр ғой. Актер, шахтер, вахтер деген сияқты, режиссер деген сияқты сөздерде орфографиялық сөздікте қосымша жіңішке жазылады деп берілген. Бұл ақылға сыймайтын нәрсе. Себебі бұл йо негізінде қазақ тіліне келгенде и мен оның қосындысы. Дауыссыз и және дауысты о. Біздің қазақ тілінің заңдылығында сөздің соңғы буыны жуан болса, қосымша жуан жалғану керек, жіңішке болса жіңішке. Режиссер деген кезде сөздің соңғы о, жуан. Сондықтан оған қосымша жуан жалғану керек. Ол жаңағы біздің негізі бейімделіп алыну керек емес пе? Орфографиялық сөздікте қалай қате тұрса, соны солай айтып, солай жазып жатырмыз. Шахтер дегенде мысалы ш, а, х. Сосын мына бір қызығы, ана жолы бір тойға барғанбыз, сонда біз әсіресе мына х-ны көрген кезде ойланбаймыз ғой. Х орыс тіліндегі х мен қазақ тіліндегі х-ны бірдей деп түсінеміз. Шын мәнінде келгенде екеуі екі бөлек. Әсіресе соны сол тойға барғанда байқадым. Сонда анау енді өз дауыстарымен айтып тұрды да әншілер. Сонда анау неткенде ахахау деп айтамыз ғой, ха-ха деп та. Олар ахахау деп айтады өлеңдерді. Ой, күлкіден жарылды. Мына құлаққа сондай бір түрпідей тиеді да. Х бізде сөз, біздің қазақ тіліне келгенде х тілдің ортасымен айтылмайды, тілдің артымен айтады. Ахахау деп, ахау сәулем деп айтамыз. А олар ахахау деп тұр да. Химия дегенде біздер сөзді тілдің ортасымен айтамыз. А шахтер дегенде мына орыс тілінде ол сөздің ортасымен айтылады. Ал біздің қазақ тілінде ахау, ахау керім,
тілдің артымен айтылады. Сонда екеуінде бір дыбыспен таңбаланып тұр, бірақ екі түрлі нәрсе да. Сондықтан бір тілдегі заңдылықты екінші тіл. Орыстарда қалай болса бола берсін. Ал біздің қазақ тіліне келгенде сөздің соңғы, негізі әу баста бізде сөз жуан болса жуан, жіңішке болса жіңішке қосымша жалғанады дедік қой. Бірақ мына сингармонизм сақталмай қалғанның кесірінен 20 ғасырдың басында мысалы киік бай деген сияқты сөздер болса оны дефиспен жазған. Киік деген жіңішке, бай деген жуан ғой. Сондықтан сингармонизмді құртпау үшін соны сақтаған. Бірақ кейін сингармонизмді қалдырмады ғой, қазір тіпті мүлдем өрескел. Сонда елдесі барып сол қазақ білімпаздарының тұңғыш сөзінде айтады, сөздің соңы жуан болса жуан жалғанады, сөздің соңы жіңішке болса жіңішке. Шахтер, вахтер дегеннің барлығында сөздің соңы о ғой, о. Жуан жалғанады. Оны неге біз жіңішкертіп алмауымыз керек? Егер бейімдейтін болсақ, әрине бейімдеуге болады. Актер дегенде мысалы А мен К қатар келіп тұр ғой. Ал 20 ғасырдың басында елде Қошке айтып тұр, А мен К келе алмайды, қазақ айта алмайды. Қазір біз орыс тілінде қалай тұрса солай айта береміз ғой. Тіпті орыстар кейде оларда диалекті бар ғой. Кейде говормен, немен басқаша. А біз қалай орыс нақты қалай болса біз сөйтіп. Ленинградский не қойды біздікі деп қоймайсыз ба жаңағы? Біздікі ол мақтаныш емес қой негізінде. Бұл сұрқиялық қой. Ана төтежеде бармыз ба? К, Г, Е келген жерде міндетті түрде жіңішке қойылмайды. Өйткені ол жіңішке түсінікті деген. Қ, Г тұрса да дәйекше қойылмайды. Ол жер ешқашан жіңішке бола алмайды. Анау тек қана жіңішке болады, анау тек қана жуан. Қаншама нәрсе бар, бірақ соның бәрінен бас тартып, ағысқа еріп, жаңағы. Біз сол енді бұл нәрсеге қазақтың тілші ғалымдары амалдың жоқтығынан барды ғой. Тапанша тұрғаннан қазір ешкім тіреп тұрған жоқ. Қазір тәуелсіздік алдық, еркіндік алдық, Байтұрсындардың еңбектері ақталды. Енді біз солар неге пайдаланбаймыз? Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді. Біз мына жазуды бірнеше ауыстырғанның кесірінен ғалымның хатын өлтіріп отырмыз. Байтұрсынның еңбектерін түпнұсқадан оқи алмағанның кесірінен қалай жазылғанын біз білмейміз. Орыстың көне жазуын оқи аламыз, старославянский язык біз оқи аламыз түпнұсқадан. А бірақ Лермонтов, Пушкинді бәрін оқи аламыз түпнұсқадан, Толстойларын. А бірақ өзіміздің Мағжанды да, Жүсіпбекті де, Ахметті де түпнұсқадан оқи алмаймыз. Олар қалай таңбалаған білмейміз. Қазір қалай бізге шығарып берді, біз тек қана солай оқып жүрміз. А көбінесе шыққанда кейде қателік кетіп қалып жатыр. Ататүрік түрік тілін реформа жасады, мысалға бүкіл түркі әлемінің ғалымдарын жинап алып институт құрып берді, мысалға түркітану институтын. Сонысымен де бір түркі әлемінде бір қадірі бар. Сөз жасамға, термин жасамға өзіндік үлес қосты. Өз үлес қосқан. Сол сияқты бізге де бір басшы келер, немесе қазіргі басшымыз мүмкін сол нәрсені құлағына жетіп қолға алып, осы қазақ тіліне бір еңбек сіңіріп кетсе, өз жазушының баласы кім біледі. Сондай бір үлкен жұмыс болса екен деген тілегіміз бар. Қоғамға бір серпіліс керек. Арылуымыз керек европоцентризмнен, ұлттық негізге қайтып келуіміз керек. Жаңа рухани жаңғыру жақсы еді деп отырғанымыз содан. Рухани жаңғыруымыз керек. Осы істелмей тұрған жұмыстардың бір тізімін жасауға болады ма? Мысалға жаңа сіз қанша нәрсе айтып кеттіңіз, сол кездегі терминдер шықпай жатыр, сол кезде оқу кітаптар басылмай жатыр, сол кездегі термин жасау жүйесі зерттелмей жатыр, олар қалай тәсілдерді қалай алды, мысалға оның бір 10 тәсілі, 11 тәсілі деген сияқты бар шығар мүмкін. Ұқсату біз мақалаларымызда, еңбектерімізде жаздық ол тәсілдердің бәрін. 20 ғасырдың басындағы ғалымдардың бүкіл еңбектерін жинақтап отырып, мынандай заңдылықтар, осындай, сосын соған сәйкес осылай деп бейімдеген деп бірнеше мақала жарияладық. Олар бар, бірақ ол жеткіліксіз. Себебі қазіргі кіріп жатқан терминдер ол заңдылықтарға сыймайтындар да бар. Сондықтан бірнеше ғалым бас қосып отырып жиналуымыз керек. Бұл сұрағыңыз өте керемет әреке. Бұл жерде бізде ең бірінші кезекте 34 жыл Архангельскіден жер аударылып келген кезде Ғабит Мүсірептердің естеліктері бойынша айтады, Ахмет Байтұрсын тіл танытқыш деген керемет еңбек алып келген дейді, қолжазба. Бірақ өзінің атылатынын білет, өзінің соңынан қалмайтынын білет, сондықтан өзінің әріптестеріне, серіктеріне береді дейді. Алар бәрі маған тыныштық бермейді, сондықтан осыны сен сақтап қой деп. Ол да өзінің басына зобалаң туғанда басқа біреуге, сонымен ол кітап табылмай келеді. Мәдениет тарихын таппай келатырмыз. Мен бір ертеректе, енді аспирантурада жүргенде көп сирек қолжазбада отырдық қой, мына ұлттық кітапхананың сирек қолжазбасы деген керемет нәрсе ғой. Орталық кітапхананың да сирек қолжазбасы керемет. Сонда отырғанда Ахмет Байтұрсын ұлтшыл болу, ұлтын сүю деген сөз деген мақаласы болған екен. Соны қанша іздеп таппадым. Сонда іздейтін нәрсе өте көп. Қошке Кемеңгерұлының Бектасовпен шығарған, мысалы қазақша орысша тілмаш болатын болса, енді керісінше русско-казахский словарь деген болған екен. Осындай табылмай жатқан нәрсе өте көп. Мысалы қазір ең бірінші қолға алатын нәрсе деп айтар едім, ол Мәскеу бар, Ташкент бар,
бүкіл солардың архивтерінен ол мемлекетаралық келісім жасап тұрып, сол жердегі біздің қазаққа тән мұраларды, ол тек қана 20 ғасырдың басы емес, бүкіл қазаққа тән, қазаққа қатысты мұралардың бәрін жинақтауымыз керек та, кітапхананың қорын байытуымыз керек. Себебі Орынбор біздің алғашқы астанамыз, ол жердегілерді олар қазақтың дүниесі деп білмейді. Біз Ташкентке 2007-де бардық, 2022-де де бардық, материал ала алмадық, архивке кіргізбейді, маңына да жолатпайды. Біз мына жақтан хатта жолдадық, бірақ кіре алмадық, қанша жерден жалындық. Несіне сирек қолжазбасына барғанда олар ксерокопия түсіру онда ештеңеге рұқсат бермейді, қолмен көшіріп жаз дейді. Ал қолмен көшіріп жазғанда сен қанша жерден қозғалмай тырп етпей отырсаң да бәрібір де үлгермейсің шырылдап. Сондықтан ол жерде мемлекет араласу керек та, кәдімгідей мемлекет, екі мемлекет өзара келісім шартқа қойып отырып, жаңа кезінде мәдени мұра деген бағдарламалар болды ғой, сол сияқты үлкен бағдарлама болып, біздің шетте жатқан Түркия болсын, мына Башқұртстанда, Қазанда, Уфада қанша дүниеміз жатыр, солардың барлығын жинақтап алуымыз керек бірінші кезекте. Сосын сол мұралардан өзіміз енді шет жағасын шығарып жатыр ғой, Аллаға шүкір, мына Қарбаласы қоры қандай дүниелерді шығарып жатыр, Алла разы болсын, көп дүние жасап жатыр. Сондай кітаптарды көбейтуіміз керек. Өзіміздің мына рухани тұрғыдан серпілу үшін ол материалдар өте керемет болар еді. Сосын соларды дұрыстап зерттеуіміз керек. Біздің қазіргі шыққан мына орфографиялық сөздік бар, қазақ әдеби тілінің сөздігі бар, бүкіл орысша қазақша сөздік, қазақша барлығын қайта жасауымыз керек, түбегейлі. Себебі ол кезінде европоцентризммен жасалып кеткен. Ол кездің бәрін жоққа шығара алмаймыз. Ол кездегілердің бәрі түкке тұрмайды деп айтуға болмайды. Ол кезде Әбдуәли Қайдар, Рабиға Сыдық сынды мықты Шора Шамғариұлы, мықты ғалымдар еңбек етті ғой, Мәулен Балақаев деген. Сол еңбектерде кейде европоцентризмге кетіп қалған, мәжбүрлікпен кетіп қалған нәрселерді біздер қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Негіз бар ғой, ұстаным бар ғой. Байтұрсынның, Елдес Омаровтардың ұстанымдарын басшылыққа ала отырып, ана жерде дұрыс жақтар да бар, дұрыс емес жақтар да бар. Мысалы, Қордабаевтың еңбектері дегендей, сондай нәрселердің барлығын қалпына келтіріп жүйелейтін болсақ, бүкіл ғылымға түбегейлі реформа жасау керек. Бұл әсіресе мынау гуманитарлық ғылым емес, нақты ғылымдарда солай. Қазір нақты ғылымдарда көбінесе айтады, балама жоқ дейді. Балама толып тұр. Терминдер айтасыз ба? Иә, терминдерде. Сол кездегі оқулықтарды дұрыстап ашып, дұрыстап сол нұсқасымен жариялайтын болсақ, түп несімен тайдырмай, 24-ші жылғы съездге дейінгіні жасау мүмкін емес. Ал 1924 жылы қазақ білімпаздар съезінен кейінгі еңбектерді қазіргі нормаға түсірген кезде қалай жазылып тұрса, солай таңбалауға болады. Сондай қылып таңбалап беретін болса, көп нәрсе өзгерер еді. Істейтін нәрсе өте көп, өте көп. Бүкіл оқулықтардан бастап қайта жазуымыз керек. Бей-берекет шет елдің, шет мемлекеттердің әдіс тәсілдерінен бастап барлығына бірдей еліктей бермеуіміз керек. Өзіміздің ұлттық негізде кәдімгідей сол үшін өмірін құрбан етті ғой. Ахмет Байтұрсын бастаған, Әлихандар бастаған алаш зиялылары сол үшін құрбан етті. Тән көмілер көмілмес еткен ішім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл меніңкі ертең үшін. Яғни біздер үшін жасап кетті ғой, ертеңгі өмір үшін жасады. Сондықтан ол мұраларды болды, ескірді, тозды, бітті деуге болмайды. Сол мұраларды ұстауымыз керек. Ол жерде олар европоцентризммен былғанған жоқ. Ал қазір біз бәрін білдіріп алдық. Сондықтан осы жердегі нәрселердің барлығын жүйелеп, барлығын қолға алатын болсақ, және әр жерден бір жерден емес, бұны кәдімгі мемлекет тарапынан, нақты кезінде алаш зиялылар ақталған кезде сол кісілердің еңбектерін табуға қаншалық уақыт бөлінді, қанша қызметкерлер сонымен айналысты, сол сияқты институттар жұмыс істеу керек та. Мысалы, тіл білім институтында мен Ахмет Байтұрсынов тіл білім институтында жүргенде үнемі айтатын, бізге енді тіл білім институты болғаннан кейін қазақ тіл білімінің тарихы деген бөлім ашу керек деп. Соны айтып ақыры сол ашылмады, сол күйінше қалды. Бірақ Аллаға шүкір, кейін қазір Ахмет тану деген бөлім ашылыпты. Ол да Құдайдың берген. Біз ана ұлттық тіл білім қалыптасқанға дейінгі кезеңде мысалы Мелоранский, Ильминскийлердің, Сазонов, Лаптитердің еңбектерін жоққа шығара алмаймыз ғой. Ол жерлерде де ақыл қасиетті нәрселер бар. Керек болатын болса, кезінде Яковлевтің айтатыны бар, негізі дамыған елдерде сол өзге ұлт өкілдерінен эксперимент жасайды екен. Солардың құлағы қалай қабылдайды. Қазақ үшін ол түсінікті нәрсе болғанмен өзге ұлт өкілдері үшін осы қалай деген. Мысалы, Мелоранский айтады, негізі қазақтар сөздің соңына дейін еріндестігін сақтайды дейді. Бірақ бізге мына сауаты бар қазақтар жазып берген кезде еріндестігін елең қылмайды дейді. Немесе Ильминскийдің айтатын сөзі бар, мынау құрметті кісілермен сөйлескен кезде, үлкен кісілермен сөйлескен кезде қазақтар мен сен деп сөйлемейді, оның орнына біз сіз деп сөйлейді. Сондықтан біз сіз дегенді сыпайының жеке-шесі деп қабылдауымыз керек. Осындай керемет құнды мағлұматтар берген. Сондықтан сол
еңбектерден бастап түбегейлі зерттеуіміз керек, түбегейлі. Әрбір нәрсені қазір мектептен бастап оқылып жатқан нәрсе, қазір мектепте грамматика мүлдем оқытылмайды ғой. Қазақ грамматикасын түбегейлі қайта жазуымыз керек. Аллаға шүкір, Әлімхан Жүнісбек ағай өзінің миссиясын керемет орындап кетті, фонетиканы керемет жазып берді. Енді сол морфологияны, синтаксты бәрін қайта жазуымыз керек. Ұлттық негізде жазуымыз керек. Және ол жерде үлгі алатын нәрсеміз бар. Сол үшін тек арнайы топ құрылу керек, сосын сол мақұлдап, сосын соны басшылыққа ала отырып оқулықтар сол негізде жасалу керек. Істелмей жатқан, істелу керек жұмыстардың көбін айттық. Соның ішінде бір қуантарлық нәрсені айтып өттіңіз, жаңа Қарбалас баспасы шығарып жатқан кітаптарды. Ол Әлихан Бөкейханов атындағы институт па, сондай өздері институттары бар. Соның жұмыстарын Қарбалас деген өздерінің баспаларынан шығарады екен. Осындай еріктілерге қалып тұрған секілді көп нәрсе. Мемлекет әрине бүгін болмаса ертең араласатын шығар деп үміттенеміз, олардан күтеміз, бірақ оған дейін ерекше не осы Біләл Ертай бар, олар төте жазуды үйретіп жатыр. Қазір бізге мектептен бастап төте жазуды үйрету керек. Мектептен бастап бала, кез келген бала төте жазуды білу керек. Бізде шыны керек, біз Ахмет Байтұрсын еңбектерін қалай табамыз? Оған бірді-екілі ғалым шырылдағымен ештеңе шықпайды. Ол мысалы әскер керек дейсіз ғой. Иә, әскер керек. Жаңағы жазуды барлығы мектептен бастап білетін болса, үйіндегі тұрған арабша жазудың бәрі Құран емес екенін түсінереді. Иә, ол жерде діни дастан бар, неше нәрсе бар ғой, Құраннан басқа. Мен мысалы шыны керек, енді қыз балада қайын жұрт болмайды, өз жұрты деп айтады ғой. Сол менің өз барған жері ғой, барған жері. Сол мен өз жұртымда бірнеше кітап бар. Кезінде сол кітаптарды ол кісілер арғы аталары керемет дін жолында түскен, сондай керемет молда болған кісі екен. Сол кісі жинаған екен. Кейін 30-шы жылдар бұл кісілер Қытайға кеткен кезде жаңа кітаптарды алып кетіпті. Кейін 62-лерде Қытайдан бері қарай өткенде жаңа кітаптар тағы да алып келген. Ол кезде тоталитарлық режим дүрілдеп тұрған, дін апиын деп насихаттап жатқан кезі ғой, бірақ жаңа кітаптар. Соның өзінен ол кітаптардың қаншалық мықты екенін түсінуге болады. Енді сол кітаптарды апамыз үйде бұл бәрі Құран дейді. Бәрі арабша жазылған ғой. Сосын бір кісілер айтыпты, ол Құранды үйде тұра беруге болмайды, оны арасында аударыстырып қою керек, беттерін, парақтарын ашып қою керек. Бірақ енді апамыз арабша түсінбейді, оқи алмайды. Сосын бір жолы мен дұрыстап ғұсыл құйынып жаңа кітаптарды ашып қарасам, ана кітаптардың енді азар болса 3-4-еуі ғана арабша шығар, қалғаны бәрі қазақша. Төте жазу ма? Төте жазудан бұрынғы да жазу бар. Қадымша? Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы бар. Одан бұрынғы жаңа 19-шы ғасырда шыққан. Біреудің кітапханасы ғой үйінде тұрған. Иә. Неше түрлі нәрсе бар. Сонымен айтам, апа, мынау деген ешқандай Құран емес, мынау сіз бұны ең болмағанда аударыстырмай-ақ қойыңыз. Аударыстырған сайын үлкен кісі ғой, қолы дірілдейді, ана беттер, парақтары шашылып қалып жатыр, түсіп қалып жатыр. Бұны кітапханаға өткізейікші десем, жоқ дейді. Бұл біздің үйдің құт берекесі осы кітаптарда, бұл кітаптарды беруге болмайды. Ол кітаптардың сақтау температурасы болады ғой. Мүмкін бір экспедиция шығу керек шығар, біз оның бәрін сканерлеп шығатын. Біздің ойымыз сол төте жазуды мектептен бастап үйрететін болса, әр бала үйге барғанда оқиды ғой. Жаңа кітаптарды. Мүмкін Байтұрсындың кітабы біреуде Құран деп тұрған шығар. Әрине. Немесе біздің таппай жүрген мұраларымыздың көбі солай біреуде тұрған шығар. Құран деп оларды әспеттеп, арасында беттерін парақтап қойып жүрген шығар. Бұрын Бекарыс Нұриман деген жігіт қазір ғылымға бір жолата бет бұрды. Оның алдында журналистикамен айналысып жүрген кезінде Асыл арнада бір бағдарлама түсіріп жүріп, Ұлытау ауданының менің өзім туған жерім, сол жердің музейіне барса, жаңағы Құран деп өткізген кітаптар ғой, үйіндегі арабша кітаптар музейге өткізген, соның біреуі алгебра екен. Ана кітап музейде алгебра кітабы тұр мысалға дейді. Ол есеп бастан аяқ дейді. Ана енді арабша хат таниды. Қарап парақтаған ғой әрқайсысын қарап. Сондай. Мүмкін сондай бір экспедиция шықсын, бәрін жинап, электронды нұсқасын жинақтап, соны зерттеу керек пе екен, істелмей жатқан. Тіпті ақшамен сатып алса да мейлі. Тіпті қалай болғанда да ол біздің мұрамыз ғой. Әсіресе мынау өзге жерлерде, Ташкентте, Қазанда, Уфада жатқан дүниелерді жинап алуымыз керек. Сонда өзіміздің ішіміздегі түгендеп болмай жатып, алға қарай мына батысқа қарап бір жаққа қарай шауып бара жатырмыз ғой, әйтеуір әрінің артынан бірлесіп. Енді тоқтап ойланып, халық болып тоқтап ойлансақ шіркін не болды өзі деп, сосын қай жаққа қарай кетеміз деген кезде сол біздің көзқарасымыздағы адамдар жеңсе екен деп тілейміз ғой енді. Енді біздің мына сұхбатымызға осындай бір керемет студияны ұсынып отырған Q Design компаниясына рахмет айтамыз. Сол секілді осы шығарылымға демеушілік еткен ағайынды Ақан Шоқан ағаларымызға рахмет айтамыз. Апа, енді жақсылықтан үміттіміз. Қарап отырсақ ешкім әкеп бермейді. Әртүрлі амалдар жасауымыз керек. Бірнеше
идеялар да айтылды ғой деймін бүгін. Мынаны істеу керек шығар, мүмкін мынаны істеу керек шығар. Істелмей жатқан нәрсе онсыз да көп әрине. Ең қорқатыным осы беті қартайып ананы істеу керек, мынаны істеу керек деген күйге кетіп қаламыз ба деген кейде қорқыныш болады. Бірақ сіз секілді кісілер барда, басқа да өзінің идеясына берік, тынбайтын, әрекетшіл кісілер барда, олай болмайтын шығар, бір өзгерістер болатын шығар деп те үміттеніп қоямыз енді арасында. Үмітсіз шайтан дейді ғой, үмітімізді үзбейік. Бәрі сәтті болсын. Көп, әмин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Өздеріңізге де рахмет. Хаттама. Ғалымдардың халықпен қарым-қатынасы туралы сөйлестік. Бұл жердегі пікіріміз бір жерден шықты. Ғалымдардың билікпен қатынасы туралы сөйлестік. Биліктің алдында қадір кетуіне ғалымдардың өздерінің кінәсі бар ма? Бұл жерде Орнай апай нақты айтқан жоқ. Одан соң ғалымдардың бір-бірімен қарым-қатынасы туралы сөйлестік. Бұл жерде жалпы алған кезде пікіріміз бір жерден шықты. Орфографиялық сөздіктегі қателер туралы әңгіме қылдық. Бұл жерде де пікіріміз бір жерден шықты. Басқа тілдердің ықпалы туралы сөйлестік. Бұл жерде де пікір қайшылығы болған жоқ. 1930 жылға дейінгі принципті қайтару барысында тілдегі өзгерістерді ескеру қажет деген пікірді Орнай апай айтты. Бұған мен де келісемін.